қай себептен мен қарызға кіріп жатырмын? Ең көп кездесетін бұл орындалмаған уәделер. Спортқа қалай барып бастадым? Табысым автоматически өсті. Пайда беруде емес, тек ала беруді ойлап кете беретін болса, алу басымырақ болатын болса, жұмыстың сапасы түсіп, түбінен хейт кетіп, жинағаның бәрі бір уақытта жоғалтып алатын адамдар бар мысалы. Бір таныс ресторан ашса, ол саған тегін тамақ беру керек, ол саған 80% скидка беру керек. Қайтып оны тегін алып алсам болады. Тұрап алу арзанға деген маған сатшы деген секілді. То есть скидка сұрау бірақ саудаласу сүннет емес па? Егер көп алғысы келетін болса, онда көп беру керек. Бізде білдіртпей жасап жүр ютубпен. Басқа адамдардың мұқтажын өтеуге әсер етіп жатырғаннан кейін тоже береке келе береді. Және біз жоқ деп айтпай, всегда осы қайталана беретін болса, бір уақытта біздің басымызға қарыз келеді. Қарызда жүре берудің іштей осы жерде бір жасырын выгодасы болады адамдарда. Өйткені қазір қарыздан шығатын болса, қайтадан айналасындағы адамдар ақша сұрап бастайды. Мақсат үшін жұмыс жасайды. Қарыз үшін емес, мақсат үшін. Ал енді мен қарызда жүрген адамдарға мақсат жаз десем, мақсаттың ішіне қайтадан қарыз жабу, қарыздан шығу деп жазып қояды да. Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздер Ерсін Сұлтан каналындасыздар. Бүгінгі біздің каналдағы тақырып, подкасттың тақырыбы бұл қарыз. Яғни қарыз неге қайталана береді, не үшін біз қарызға кіреміз, не себепті енді қарызды жауып біттік, міне болды, бітті, кредиттен болды, құтылдық деген кезде қайтадан біздің өмірімізде қарыз қайталана береді. Соның себептерін бүгін ашатын боламыз. Және бұл подкаст көрсеңіздер, қарызға қайта кіре бермеу техникаларын түсінетін боласыздар. Бүгін бізде қонақта Риф Ерлан. Өзіңіздер, возможно, тиктоктан көрдіңіздер, именно қарыз бойынша сол саланың эксперті деп айтсақ та болады. Ал Ереке, өзіңізді біздің оқырмандармен бір таныстырып өтсек. Ассалаумағалейкум достар, қош көрдік. Менде алғашқы подкаст, қазір енді ішімде кішкене қобалжып тұр. Өзімді таныстырып өтетін болсам, менің аты жөнім Риф Ерлан. Мен жайлы қызықты факт көбісі білмейді. Риф бұл менің фамилиям. Үш harfтен тұрады. Атамның аты Риф, есімім Ерлан. Жасым қазір 23-те. Жалпы білім беру саласында қызмет етіп келе жатырғаныма 7 жыл болды. 7 жылдың көп бөлігінде негізі осы уақытқа дейін эксперттердің, кәсіпкерлердің жеке брендін дамыту бойынша, таза пайдасын өсіру бойынша маркетингтік услугалармен көп айналыстым. Ал осы соңғы 2 жылда ақша қарыз тақырыбында өзімнің тәжірибемдегі білімдерді бөлісіп келе жатырмын. Қазіргі таңдағы миссия, мақсат 1 миллион қазақты қарыздан шығару. Осы миссияда қазір жұмыс жасап жатырмын. Бұл миссияда мен аудиторияма өзім сөз берген болатынмын. Алдағы 2 жылда, 5 жылда подкасттарға шығамын, приложение жасаймын, кітап жазып шығарамын. Алдағы уақытта именно қарыздан шығу. Қарыз бойынша, иә. Алдағы уақытта бұл проекттердің барлығы жасалып болғаннан кейін соңында үлкен экранда киномен аяқтаймын деген секілді өзімде бір картина болды миымда. Енді 2 жылда, 5 жылда жасаймын деп мен 6 ай алдын айтқан болатынмын. Сөз беріп аудиторияға жігітше сөзім осы бойынша кірісемін деп. Енді подкастта айтып жатсыз, бұл вообще орындалу керек. Сол 6 айдың ішінде уже қазір міне алғашқы подкастқа шығуым. Қазіргі таңда өзім инвестор болып онлайн приложение жасап шығарып жатырмын. Міне бүгінгі күні осы подкастты жазып жатқан уақытта бірдей шығып жатыр. Және осы миссияда қазір соңғы 2 жылда мен активна тиктокта стримда білімдерімді бөлісіп келе жатырмын. 2025 жылғы стримнің статистикасы маған шығарып берген кезде уже 1 миллион адам мені стримда көрген екен, қарыз бойынша білімдерімді бөлісіп жатқан кезде. Және әр эфирде күнделікті мен 2-3 реттен кіріп тұрақты 200-300 адамға осы қарыздағы тәжірибелерім бойынша адамдарға білімдерімді бөлісіп келе жатырмын. Осы аз уақыттың ішінде нақты 10 мыңнан астам адамның қарыздан шығуына, табысының өсуіне себепкер болдық. Осы тәжірибеме дейін қазіргі таңда 3 миллиард қарызы бар адамдарға дейін кеңес алуға келді. Ең үлкен қарыз 3 миллиард. 3 миллиард, иә. 100 миллион қарызы бар адамдардың тоже тәжірибесін алдым өзім. Енді бастапқыда өзімде қайталана беретін қарыздар болды. 2020 мен 23 жылдың аралығында. И ол қайталана беретін қарыздарды мен уже шаршағаннан кейін өзімнің тәжірибемді мен зерттеп бастадым. Кейіннен алып жатырған тәжірибемді моментально қарызда жүрген адамдарға бөлісіп, разбор жасап, солай қарызға кірудің себептерін анықтап, қазіргі таңда сол тәжірибемдегі бүкіл білімдерді бөлісіп келе жатырмын. Күшті, керемет. Енді бұл подкаст мен ойлаймын, бір прям 100 миллион немесе 2-3 миллиард қарызы ғана барларға емес, кішігірім 500 мың, миллион, немесе 2-3 миллион, немесе 10 миллион теңге қарызда жүріп, немесе сол қайталана берсе де пайдалы болады деген ойдамын. Ал Ереке, бастайық. Енді бір қарызға кіре берудің бір
себептерін алып алсақ, бірінші подкастта бір структурасын құрып, примерно не туралы айтатын боламыз, и және солардың каждыйына тоқталып кететін болсақ. Алдымен қарызға кірудің себептері бұл қайдан шықты? Сол туралы қысқаша айтып өтейін. Мен өзімде қайталана беретін қарыздар болғаннан кейін енді ол қарыз қайталана берді деп мен жүрген жоқпын. Банкке де, адамдарға да, займдарға да қарыз болып көрдім бір уақытта. Кейде квартираны төлеуге, арендасын төлеуге ақша таппай қалатын уақыттар. Кейде тамаққа ақша таппай 2000 теңге, 5000 теңге беріп тұршы деп айналамдағы адамдардан сұрайтын уақыттар болды. Қарыздың қысымында болған адаммын. Қарыздағы әрбір адамның халін өте жақсы түсінемін. Енді мен бұл қарыздан шығу үшін 3 жылдың ішінде әрине нарықтағы қарыздан шығу бойынша мықты эксперттерден білімдерді алдым. Барлығына мен разымын, өте жақсы көмектесті, жақсы результаттарды алдым. Қарыздан шығам, бірақ белгілі бір уақытта қарызға қайталана береді, то есть кіріп кете беремін. Айына миллиондап ақша табыс жақсы. Иә, табыс тауып келе жатырмын, табысым өседі. Миллиондап ақша тапсам да белгілі бір көлемде артымда бәрібір қарыз жүреді да, то есть кіріп кете беремін, қарыз қайталана береді. Ақша керек кезде қарыз алып қоя саламын деген секілді уже бір әдет сияқты қалыптасып кетті. И қайталана беретін уже қарыздан мен шаршағаннан кейін зерттей бастадым. Қай себептен мен қарызға кіріп жатырмын. То есть көп адам маған тоже мен білімдермен эфирде отырған кезде сырттан аудитория қосылады ғой, енді тиктокта суық аудитория. Ой, жап-жас болып не айтады, қырта береді осылар. Просто диваннан көтенді көтеріп жұмыс жасау керек. Қарызды жабу үшін просто жұмыс жасап пахать етіп қана жабасын деп айтады да. Мен айтам, тоже мен пахать етіп жұмыс жасап көрдім, я миллиондап ақша таптым, бірақ белгілі бір көлемде бәрібір қарыз біткен жоқ, менде қайталана берді деп жатырмын да. Сондықтан ол жерде тек жұмыс жасай беру, ақша табуда не проблема жоқ, бірақ сол қарызға кірудің түпкі себептерін мен зерттеп бастаған кезде және қарызда жүрген қаншама адамға разбор жасап, консультация берудің барысында қарызға кірудің мен 25 себебін зерттеп шықтым. 25 себебі бар екен. Бүгін қанша себебін айтатын боламыз? Бүгін ең көп кездесетін 5 себебін айтайық. Біріншісі қандай? Біріншісі біздің қоғамда кездеседі, және мен 3 жыл өмірімде қарыз қайталанса 2 жыл осы себептен қайталанған. Біріншісі бұл андай ғой, бір жерден білім қылып жұлып алу емес, өзіңіздің опытыңыздан өткен историялардан құралған себептер. Бірінші себепте менде атау берген, мен енді әрқайсысына красавчик болып көріну деп айтам. Бұл қай кезде көрініс табады? Қарапайым өмірде. Мысалы бізді тойға шақырады, туған күнге шақырады, бір жиынға шақырады, демалайық деп айтады. Немесе айналаңыздағы жақын адамдарымыз мысалы қарыз сұрайды. И сол кезде, то есть сен қарызда екендігіңді мойындай алмайсың, ақшаңның жоқ екендігін мойындай алмайсың. Типа ана кісілердің алдында бір әдемі болып көріну үшін. Иә. Қазір мен ақшам жоқ, мен қазір қарыздамын, мен қазір мүмкіндігім жоқ деп айтатын болсаң, как будто өзіңді лох сезінесің. Позор сияқты. Немесе белгілі бір уақытта мысалы сен ақша тауып жатасың, то есть статус қалыптасады ғой, то есть өзіңде сырттан адамдар саған баға бере бастайды, сен ақша тауып жатырсың, кәсіп жасап жатырсың. И сол статусыңды тоже уже адамдардың алдындағы статусыңды түсіріп алғың келмейді. Сол образды ұстап қалғың келеді. И мен қазір ақшам жоқ, қазір менде мүмкіндік жоқ деп айтудан ұяласың, лох болудан, былайша айтқанда позор болудан деген секілді. И сол себепте осындай бір қарапайым өмірдегі көріністерде енді ақша жоқ болғанын мойындай алмағаннан кейін қарыз алуға тура келеді. Айтпайсың, жаймен деп мына жақтан займ ала саласың, рассрочкаға өмір сүре саласың, рент қолдана саласың, кредит ала саласың, обналичка жасай саласың деген секілді. Бірақ бастапқыда оны мойындамаған күннің өзінде жаңағыдай иллюзия болады ғой қарыз алған кезде. Ой, мен ертең табыс табам, ақша табам, төлеп тастай саламын ғой деп масканы киіп красавчик болып көрініп, сен тойға, туған күнге, бір жиынға баруың мүмкінсің. Айналаңдағы адамдар көмек сұраған кезде қарыз алып бере салуың мүмкінсің, менде ақшам бар деген бір образды қалыптастырып. Бірақ ертең оны төлейтін уақыт келген кезде тапқан ақша, түскен ақша өз өмір сүруіңнен әрең артылып жатады. Ал сол красавчик болып алған кезде, қарызды төлейтін уақыт келген кезде табыс жетпей қалатын болса, қарызды қарызбен жауып басталады. Сөйтіп адамның өмірінде қайтадан қарызға кіріп бастайды, қарыз қайталана бастайды. Түбіне баратын болса, қай кезде кірді деген кезде, бастапқы кезде просто адам, мен қазір қарыздамын, мен қазір ақшам жоқ деп мойындай алмаған кезде кірген. Анау бұл ситуацияның ең көп кездесетін енді мынау тойдағы көріністер бар, немесе бір таныстарың бір үй, көлік, машина нәрсе алған кезде, немесе андай подарка беретін адамдар болады ғой. Мен есімде осыдан 2-3-4 жыл бұрын ғой деймін. Өзі жиналған ақшам бір көп емес, бірақ барамда есімде кіремін, Томидан білмеймін ше, ол идея қайдан келді, не үшін оны үйттім. 600 теңге ма, 800 теңгеде Томи сумка сатып алам. Бір кісінің туған күні ғой. Білмеймін, барып соны бердім. Андай бір тоже ол кісінің алдында, ол кісі мен ұстазым еді, кәсіп жолында. Ол кісінің алдында бір посмотри,
чего я добился, все, я теперь могу дарить такие дорогие подарки деген сияқты бір нені қабылдауыма, бірақ қарап отырсам ол ақшаны инвестировать етуге болатын еді, немесе білмеймін бір мынаяқтағы керек жарақ неңді жабуға болатын еді. Ол кезде менің көлігім кредитте еще. Қарап отырсаң осындай қарапайым қателіктерді адамдар көп қайталайды. Мысалы өзіңіздің өміріңізде қандай мысалдар болды осы красавчик болып көрінудің кесірінен? Мысалы бір айда кішігірім ақшамен жиналып қалады ғой, қанша суммаға шығып кетті деген секілді. Менде ортамдағы адамдар мысалы проект жасайық деп айтқан кезде ұсыныс тастайды, проект жасауға ұсыныс тастайды. Енді ол проектті жасауға бастапқы көлемде әрқайсымыз жауапкершілік алып бір шығын шығару керек қой, жасау үшін съемкаларға тағы басқа деген секілді. Сол кезде жаңағыда мен отказ берудің орнына қазір менде мүмкіндік жоқ, мен қазір қатыса алмаймын немесе жасай алмаймын демей келісе беруімде ғой. То есть мен мойындай алмадым, қазір менде жоқ, қазір мен бастай алмаймын, мен қазір кірісе алмаймын. Немесе жаңағыдай демалайық деп айтқан кезде ортаңдағы достарың баня, немесе ғана загородым демалу, кемпинг деген сияқты, шетелге шығу деген сияқты алғашқы кездерде. То есть мен қазір мүмкіндігім жоқ деп айта алмағанның әсерінен қазір мен жоқ деп айтатын болатын болсам, то есть сен экспертсің, сен немесе ақша тауып жатырсың ғой, немесе сырттай сол қалыптасқан образды ұстап қаламын деп қарыз алып алғашқы кездерде. Мен осы қарызға кірудің себептерін бөлісіп жүрген кезде красавчик болып көріну дегенді айтқанда бір кісі осы тақырыпты естіп маған айтады: жас жігіт айлыққа жұмыс жасайды. Қанша айлығы? Айлығын 100-150 мың көлемінде ғой, меніңше, ұмытып тұрмын. Енді Қазақстандағы средний бір 200 деп алсақшы, мысалы 250 немесе. 150-200 мың арасында табатын жігіт болу керек. Жаңағыдай мен сіздің эфиріңізді көрдім, сол кезде красавчик болып көріну деген маған тиді дейді да, мен мойындадым дейді сол нәрсені. Мен айтатынмын, шешімі мойындау. Мен ақшамның жоқ екен, қарыз екендігімді осындай қарапайым ситуацияларда мен мойындай алмайды екенмін. То есть басқаларға солай красавчик болып көрінеді екенмін, мен соны мойындаймын, енді тоқтатамын деп шешім қабылдаған кезде адам өзінің қателігін түсініп, ол кісі солай тоқтатудың нәтижесінде айтады: 5 микрозаймды жауып тастадым дейді. Айлықтағы табысым жетпейтіндігін біліп, өзім қалағандай ақша алатын жұмысты таптым дейді. Тағы да қарапайым мысал бар. Негізі қарызға кірудің алғашқы себептерінің бірі, то есть адам тауып жатырған табысынан шығыны көп болған кезде ғой. Қарапайым мысал. Неге тауып жатырған табысынан шығыны тоже ол жерде көп болады көбісінде? Өйткені сол ортадан қалып кеткісі келмейді, немесе басқа адамдар сияқты тоже өмір сүргісі келеді, өзін дәлелдегісі келеді, немесе өзінің ортасы, араласатын достары одан көбірек табыс табады, көбірек ақша жаратады. И сол арқылы да, көп ақша жарату арқылы да, то есть мен кереметпін, тоже ол жерде де мен красавчикпін деп өзін көрсету болуы мүмкін. Сөйтіп артық затраталар жасайды. И артық шығынның нәтижесінде енді тауып жатырған табысы жетпегеннен кейін, өмір сүруінен артылмағаннан соң қарыз басылады. И бір рет қарыз алғаннан кейін оны төлеуге ақша жетпегеннен кейін қарызды қарызбен жабу басылады. Обычно мысалы тиктокта осы нәрсені айтқан кезде, мысалы ақпаратпен бөліскен кезде, көп адам бұны мойындай бермейді деп ойлаймын ше. Немесе өзіне вывод шығарып, бұл нәрсені тоқтатуға бір ары қарай әрекет жасаймын дегенде, осы жерде білмеймін, бір қалай осыны бір мойындап тоқтатуға бір қандай әрекет жасаса болады, немесе білмеймін, бір техника бар ма деген секілді сұрақ. Шешімі бұл нәрсені тоқтатудың, бұл мәселені тоқтатудың, мен айтам, мысалы красавчик болып өмір сүрдік, қарызда екендігімізді, ақшамыз жоқ екенін мойындай алмадық, мына беттен қарызға өмір сүріп жатырмыз, қарызды қарызбен жауып жатырмыз, қарызда екендігімізді ешкім білмейді, іштей жаңағыдай сырты бүтін, іші түтіннің әңгімесі ғой енді бұл жерде. Бірақ түбі сол қарызды қарызбен жабудың нәтижесінде адамның өмірінде қарыз көбейген кезде түбі ол адам жарылады. То есть мойындауға тура келеді. Уже ақша беретін жер қалмаған кезде, қарыз алатын жер қалмаған кезде, айналасындағы адамдар уже ақша сұрап бастағанда, демалайық деп, немесе тағы да сондай бір себептер қайталанған кезде, картина қалыптасқан кезде, уже адамда ақша жоқ екендігін түбі мойындауға тура келеді. Бірақ ол кезде уже үлкен қарыздар болады ол адамда. Сондықтан мен айтатын едім, үлкен қарыздарға кіріп, жаңағыдай түбі мойындағаннан қарағанда, бастапқы себепте мүмкіндіктің жоқ екен, қазір ақшасы жоқ екендігін бастапқыда мойындай салған тиімді. То есть таңдау.
не былай не былай, қай таңдауды жасайды адам өзі біледі. Бірақ егер осы себепті адам егер өзінде бар екендігін көретін болса, мойындау керек. Просто мәселенің бірінші шешімі мен мойындауда деп айтамын. Менде қазір красавчик болып көріну бар екен, осы себеп бар екен, мен мойындаймын, тоқтатамын деп шешім қабылдадым деп осознанно адам айтатын болса, жауапкершілік алып, ересек адам ретінде сезінетін болса, тоқтайды бұл себеп. Енді мынандай мәселе бар. Мойындатқызбайтын себептердің бірі менің ойымша, бұл қарызда жүрген адам бір иллюзияда өмір сүруі мүмкін. Бұл қандай иллюзия? Кезінде ол жақсы ақша табуы мүмкін, ақша тауып тастаймын ғой, немесе менің өмірім жарқын болады, немесе бір ситуация келеді, бір күні бір туннельдің артында ақ свет жанады, мен өмірім күшті жаққа өзгеріп кетеді деген сияқты бір оймен жүреді да, мынау иллюзия, мынау қазіргі болып жатқан реальность екеуі екі түрлі жаққа кетіп қалады деп ойлаймын мен. Қалай ойлайсыз? Келісемін. То есть көп сондай мәселе мойындай алмай, жаңағыдай бір күні барлығы жақсы болып кетеді, барлығы шешіледі деп қазіргі мәселесін жаңағыдай шешпей, жақсыны күту, чуданы күту деп айтатын едім көп жағдайда. Егер чуданы күтіп жүре беретін болатын болсақ, мен ойлаймын, ол адам жауапкершілік алмаған деп. Кешірім сұраймын, әрине былай айтқаныма. Ауыр болса да, ащы шындық. Өйткені ақша табатын адам, белгілі бір мақсаттары бар адам, қарсыз өмір сүруді таңдаған адамда нақты қайда бара жатқандығын жоспары болады. Және сол жоспарлар бойынша әрекет жасайды, сол қойылған мақсатына қарай қажетті ғана әрекеттерді жасайды. То есть қазір тек нәпсісімен өмір сүру, немесе өзінің қалауымен ғана өмір сүріп, бір күні барлығы жақсы болып кетеді деу, көп жағдайда иллюзия. Адам тоже ақшасы жоқ екендігін мойындай алмау, отказ бере алмау дегенге келіп тіреледі. Өйткені былай емес па, типа адам мойындады, табысы мысалы 500 мың теңге, оның бір жартысын жаңадай әдемі болып көріну үшін жан-жағы шашып жатыр. Енді біреу бір жақтан ұсыныс түссе, кеттік тауға қыдырайық, немесе білмеймін, бір кісі бір көлік алды, немесе біреудің туған күні болып жатыр, немесе бір шөт төлеу деген сияқты моменттер болатын болса, уже адам отказ беру керек. Яғни отказ беру келеміз. Бұл бізде қарызға кірудің бірінші себебі ең көп кездесетін. Бұны сол мойындаумен тоқтату керек. Адам өзі түсіне алу керек. Қазір мойындамайтын болатын болсам, ақшам жоқ деп айта алмайтын болатын болсам, түбі қайда алып бара жатқандығын. Екінші себеп бар қарызға кірудің. Ең көп кездесетін бұл орындалмаған уәделер. Ол қалай? Орындалмаған уәделер үш тарапта жүреді. Бірінші өзімізге. Яғни мен ертеңнен бастап жүгірем, немесе секірем, азуым керек, ерте тұрым керек деген қарапайым өмірде көрініс табатын мысалдар. 2 литр су ішіп бастаймын. Немесе намаз оқып бастаймын дегенде әртүрлі адамда не бар ғой. Өзімізге берілетін уәделер, оның ішінде сол жаңағыдай кітап оқимын, немесе күнделікті мысалы қарапайым өмірде адам жоспар жазып бастайды. Сөйтті көп жоспар жазады ғой, таңда надада тұрамын да, кешке дейін ән жасаймын деген секілді. Бірақ то есть адам ол әдетті қалыптастырмай бірден көп жоспар немесе көп задача алатын болса, адамның миы көп жағдайда уже жалқаулана бастайды. И соның нәтижесінде жазылған жоспарлар көп бөлігі орындалмай бастайды. Көп жағдайда кешке бәлкім кінәлі сезінуі мүмкін. Немесе осы секілді, то есть орындалмаған уәделер жинала бастайды адамның өмірінде. Бұл бірінші өзіне берген уәделер. Екінші адамдарға берген уәделер бар. Мысалы қарапайым өмірде бәлкім әйеліне, бала шағасына олар қажеттіліктерін сұраған кезде ертең айлық түскенде алып берем, ертең ақша болғанда алып берем деп айтады. Бірақ айлық түскен кезде енді табыс жетпей қалатын болса, жаңағыдай ол ойнап айтса да, күте тұрсыншы, қазір төлей алмаймын ғой, қазір мүмкіндік жоқ қой деп жаңағыдай. Бұйырса деген сөз бар ғой, бұйырса болады деген секілді. И соның нәтижесінде мысалы оның өзі орындалмаған уәделер басқа адамдарға берген. Мысалы достарына бұйырса жасап берем, қайтарып берем, істеп берем деген секілді қарапайым осындай өмірдегі басқа адамдарға берген уәделер. Екінші бұл. Үшінші уәделер, то есть мен айтатын едім, тоже байқалмайтын себептердің бірі, орындалмаған уәделер үшінші тарапта Алланың алдында болуы мүмкін. Ол қалай? Мысалы дұға тілейміз ғой, барлығымыз Аллахтан белгілі бір қажеттілігімізді, мұқтаждығымызды, материалдық мақсаттарымызды сұраймыз. И біз дұға тілеген кезде жауаптар қалай келеді? Адамдар арқылы келеді, білім арқылы келеді,
бір знак келеді, подкаст арқылы келеді иә, подкаст арқылы келеді, немесе ой келеді, бізге бір идея келеді, мүмкіндік келеді. Бірақ сол біздің дұғамызға жауап осындай ой арқылы, мүмкіндік арқылы, идея арқылы келген кезде біз сұрап тұрған нәрсемізге сәйкес жеткілікті деңгейде әрекет жасамаймыз. То есть Аллахтан сұрап тұрсын, сұрайсың, берсе, алмайсың дегеннің әңгімесі ғой. Главное, иә, сондай моменттер болады. Шынымен адамға үлкен возможностьтар келеді, бірақ ол әрекет етпей қашып кетеді, немесе қорқып кетеді деген секілді. Әрекетін жасамай қояды. Иә. То есть Аллахтың алдында орындалмаған уәделер бәлкім сондай дұғалардан болуы мүмкін. Немесе тоже уәде беруі мүмкін, Аллахым ертеңнен бастап осылай жасап бастаймын, осылай істеп бастаймын деп ұмыт кетеді бірақ деген секілді. Вот. И осы орындалмаған өзімізге берген, адамдарға берген, Аллахқа берген уәделер бар. Енді ол орындалмай тұратын болса, енді біз ол жерде уақыт арнау керек едік қой жасау үшін. Энергия арнау керек едік, белгілі бір шығындарды шығару керек едік. Бірақ енді осыны жасалмағанның нәтижесінде орындалмаған уәделердің ақысы қарызбен өтеліп кетеді. Бұл екеуінің қатысы, білмеймін, андай бір бізге көріп отырған оқырманға бір андай естуі мүмкін, андай фантастика сияқты. Екеуінің қандай қатысы бар деген сияқты. Мен мысалы ертең спорт бастаймын деген нәрсені айттым, бірақ істемей қойдым. Соңында ол маған қарыз болып келеді деген нәрсе. Бұл қаншалықты бір-біріне сәйкес келеді. Жақсы, тоже қарапайым мысалдармен түсіндірейін. Бірінші тарапта мен осылай түсіндірейін. Орындалмаған уәделер қалай қарызға кіргізеді? Бірінші, осылардың ақысы қарыз арқылы өтеліп кетеді. Немесе былай түсіндіріп көрейік. Орындалмаған уәделер екіншіден қалай қарызға кіргізеді? Уәделер орындалмаған кезде адамның миында полка задачалар тұрады. Ананы жасау керек, мынаны істеу керек, анаған ананы беруім керек, мынаған мынаны беруім керек деген секілді. Осы полка задачалар жасалынбағанның нәтижесінде адамның іштей энергиясы ағып тұрады. Соларға. Иә. Жаңа әрекеттерді жасай алмайды. И энергия ағып тұратын болатын болса, адамда энергия азаятын болса, әрекет азаяды. Адамда әрекет азаятын болса, табыс азаяды. Адамда табыс азаятын болса, ақша керек кезде қарыз алады. Неге ақша керек кезде қарыз алып қойып тұр? Өйткені табыс жетпей жатыр қайтадан. Неге табыс жетпей жатыр? Өйткені әрекет жетпей жатыр. Неге әрекет жетпей жатыр? Өйткені әрекет жасауды білу мүмкін, керемет білімі болуы мүмкін, бірақ әрекет жасатқызбайды, егер сенде энергия болмаса. Ал энергия қайда кетіп жатыр? Орындалмаған уәделер арқылы. Әрине, энергияны алатын басқа да себептер бар, бірақ осы себептен де бізде іштей өте қатты слив энергия болады. Яғни гештальт деп жатамыз ғой, анау мой незакрытый гештальт деп трендте тиктокта жүреді ғой. Сол секілді, иә, шынымен андай кейде андай мен жазамын да списоктарды, бұрыннан бері істелінбеген гештальттар десем, кәдімгідей сол нәрсе ойың түбінде жатады да, күніне немесе 2 күнде немесе 2-3 күнде бір рет анау есіңе түсіреді да, істеу керек еді дейсің да, кейінге қалдырылып жүре береді. Оны жасаған кезде бүкіл адамда іштей бір қуаныш болады ғой. Уже мына автомат тұрғыда энергия жабылды деген секілді, то есть жаңа энергия келе бастайды. Немесе осы жерде тоже түсіндіре кетейік, орындалмаған уәделер үшіншіден қалай қарызға кіргізеді? Үшінші себебі бар. Оның ішін ашатын болсақ, адамда жасалынбай тұрған осындай ішкі уәделер арқылы сенімділік құлайды. Яғни өзіне уәде берді, ананы жасаймын, мынаны жасаймын, адамдарға берген уәдесі бар, оны жасамау арқылы адамның ішінде сенімділік құлайды. Өйткені өз-өзіне деген ба? Иә, ішкі сенімділік құлайды. Уверенность қой бұл. Иә, сенімсіздік пайда бола бастайды. Или самооценка ма? Иә, самооценкаға да келеді, немесе ішкі сол сенімсіздіктің құлауына да келеді. Ұқсас. Уверенностьқа келеді. Иә, уверенность. И адамның ішкі сенімділігі құлайтын болатын болса, неге құлайды? Өйткені ол өзі біліп тұр, өзінің жасамай жатырғандығын, істемей жатырғандығын, тағы да бір задача алатын болса, тағы да бір тапсырма алатын болса, тағы бір жауапкершілік алатын болса, қолымнан келмейтін сияқты деген уже өзіне күмәнмен қарай бастайды адам. И адамда егер ішкі сенімділік осылай құлайтын болса, өзіне бір нақты тапсырмаларды енді уәделерді ала алмайтын болса, яғни жауапкершілік азайып тұр ғой, тоже әрекет азая бастайды. Яғни ол адамға бір мүмкіндік келсе, немесе бір ұсыныс келсе, жаңағыдай бас тарта бастайды ішкі сенімсіздіктің нәтижесінде. Мен бәрібір істемеймін ғой деген сияқты позиция тұрады. Немесе жақсы өмір сүруге өзін лайық көрмей қалады іштей. Сол сенімсіздіктің нәтижесінде. Осы лайық көрмеудің нәтижесінде, ішкі сенімділіктің құлағанның нәтижесінде адам әрекет жасамаса, қайтадан жаңағыдай табыс азаяды. Мен ойымша қазір бір ой келіп тұр да, адам шынымен өз-өзінің алдында жаңағыдай әртүрлі уәделерді орындалмаса, адамның бір ішкі рухы құлап қалатын сияқты. Мысалы, келесіде бір нәрсе істейін десе, бір істі бастайын десе, мен бәрібір істемеймін ғой, мен қалдырып кетемін ғой деген сияқты ішкі бір рухы құласа, уже адам өмірі құлайтын секілді ғой менің ойымша. Сол сенімділік қалыптаса бастайды. Орындап бастаған кезде. Жаңағыдай орындамай бастаған кезде, мен уже істемеймін ғой деп
айтатын болса адам өзіне, уже ми соған дәлел іздей бастайды. Мен бұрын өзіме бір рет уәде бердім, егер оны мен жасамай қалдым дейтін болатын болса, ми соған дәлел іздей бастайды. Иә, мен мына кезде жасамадым, мына кезде жасамадым, мына кезде жасамадым деген. Ал егер енді бұның шешімін айтайық, орындалмаған уәделердің тізімін жазу керек. Тоже енді қысқаша осы жерде келіп жатырған кезде айта салайын, ақпарат келіп тұрмаймын. Орындалмаған уәделер тоже не үшін болады, жасалынбайды. То есть адам өзіне уәде береді, бірақ неге жасалмайды? Неге ондай іштей өзімізге задачалар көбейіп кетеді? Қазіргі таңда әлеуметтік желінің заманы, и бүкіл адамдар өзінің жақсы жетістіктерін, жақсы табыс тауып жатырғанын, кәсіп жасап жатқанын тек жақсы жақтарын көрсетеді. Мен айтам, әлеуметтік желі көп жағдайда иллюзия. И адамдардың барлығы жақсы өмір сүріп, жақсы нәтижеге жетіп жатырған кезде адам өзін салыстыра бастайды сырттай қарап, автоматты тұрғыда. И осы салыстырудың нәтижесінде мен әлемнен қалып бара жатырмын, барлығы байып бара жатыр, мен ештеңе істемей жатырмын деп салыстыру мен жарысудың нәтижесінде адам өзіне шартпен тапсырма қоя бастайды. Мен тоже солай болуым үшін бүйтуім керекпін, сөйтуім керекпін, ерте тұруым керекпін. Өзін зорлайды. Иә, зорлау, былайша айтқан кезде. Сол салыстыру жарысудың нәтижесінде осылай шартпен қойылған тапсырмалар, өзіне уәделер, ол көп жағдайда орындалмайды. Өйткені ол хачумен емес, то есть надамен жасалынып жатыр, немесе сондай қызығумен жасалынып жатыр. То есть не үшін жасалынып жатырған ол ми түсініп тұрған жоқ. Орындалмаған уәделер дедіңіз ғой. Сол бойынша менде бір мысал болды. Мен мысалы артық салмақ болып жүргеніне қанша жыл болды да. Негізімен мектеп кезде өте арық болғам, спортпен айналысқам кәдімгі біраз жыл. И білмеймін, мектеп бітіргеннен кейін жайлап салмақ жайлап жинала бастады. И қанша рет мен пытаться еттім. Мен қанша жылдық абонементтерім күйіп кетті. Әртүрлі фитнес центрлерде ше. И барам, біреуіне бір ай барам, қойып кетем, біреуінде бір кезде бір апта барам, қойып кетем. И уже андай ғой, спортпен айналсам деген өзіме уәде жылдар бойы миымда тұрады ғой, бірақ істемеймін, білмеймін не үшін екенін. И шынымен жаңағы сіз айттыңыз ғой, орындалмаған уәделердің тізімін жасайсыз, и одан кейін бар жайлап кірісесіз деген сияқты. Тура осы техниканы мен неосознанно жасағам ғой, бүкіл нәрсені жазам. Менде анау задачи деген бар, Google задачи дегенше. Өміріме байланысты, бизнеске байланысты, бұрынғы қалып кеткен нәрселер, маған қарыз адамдардың списогін жазу, каждыймен контакт құру, осындай деген секілді задачалар жазам. Кейін спорт бар. Спортты қалай бастаймын? Білмеймін, андай бүкіл нәрсені, задачаларды мен орындап бастаймын, жаңағы уәделердің барлығын задачаларды орындап бастаймын. И білмеймін, денемдегі энергия кәдімгі көтеріледі ғой. Иә. Потолок. Мен андай ғой, трэдста бар ғой, мынау екенін білемін, бірақ дәлелдей алмаймын деген сияқты. Бір мен тура сол нәрсе болды. Ол табысқа байланысты. Білмеймін, оны түсіндіре алмайсың. Қалай жаңа нәрселердің барлығын істедім, спортқа қалай барып бастадым, табысым автоматически өсті. Алла тағала өзі бір возможностьтар бере бастады. Салмақ қазір шүкір 4,5 килограмм тастадым деп айтайыншы. Супер. Иә, уже бір айдан асты, таңғы 7-те тренировкаға барамын да, и ми уже қиналмайды. И андай өзіңе бұрын сенбейтін едім. Мен уже примерно көніп қойғанмын ше, андай салмаққа тастай алмам ау, осымен жүре қалып кететін сияқтымын деген сияқты ше. Бірақ уже әрекетке көшіп, жаңа сіз айтқан нәрсені мен неосознанно жасап тұрмын ғой бұл жерде. И бұл андай бір сіздердің алдарыңызда бір мақтану емес, бір шынымен бір кейспен реально бұл нәрсені істесе результат болатынына бір өзімнің мысалыммен бір түсіндіріп жатқаным ғой. То есть менде орындамаған кездерім болды, орындап жүрген кездерім де болды. Орындамаған кезде өте көп энергияңды жейді, иә. Сенімділік қойды. Ал жасап бастағанда уже сенімділік көбейе бастайды. Жасаған сайын, тұрақты жасаған сайын процесс жүріп жатыр, қайда бар жатқандығыңды білесің, энергия көбейеді. И бұл жерде уже жауапкершілік те алу бар. Жауапкершілік күшейе бастайды. Сен өзіңе берген уәделерді орындап бастаған кезде самат секілді көтеріле бастайды ма сондай, или ішкі бір уверенность па, не болады? Барлық жағынан сенімділік қалыптаса бастайды. Кішкентай өзіңе берген уәделерді орындап бастау арқылы сенімділік қалыптасатын болса, ол адамның миында мен задача қойдым, жасадым деп осындай майда өмірде қарапайым әрекеттерді жасау арқылы ертең үлкен мақсаттарға да жетуге сенім қалыптасуына алып келеді бұл. Бір не айта аласыз ба, мысалы көріп отырған оқырман осы жерде мысалы видеоны тоқтатып қойып, мынау сфера бойынша мыналарды жазсаңыздар болады, бітпеген шаруалар деп ше. Жаңа мен айтқан 3 сфера бойынша өзіме берген қандай орындалмаған уәделер бар, списогін жазып шығады. Басқа адамдарға берген. Тіске барам, көзге барам, ішімді көрсетем, бауырымды тексертем, дәрі ішемін деген сияқты нәрселер ғой. Мен айтатын едім, егер қазір оны жасай алатын болса, жасап тастау керек.
қазір жасай алмайтын болса, мүмкіндігі жоқ болатын болса, миыңызға артық задача қылмай просто сызып тастау керек. Тоже адамдарға мысалы бір уәде беріп қойдың жасаймын деп, қазір жасауға мүмкіндігің жоқ болатын болса просто жазасын. Саған кезінде осылай жасап беремін деп едім, істеп беремін деп едім, мен ішімде қазір то есть сезініп тұрмын сол нәрсені, және жасай алмайтын болса жасай алмаймын деп, жасап бере алатын болса жасап беріп құтылу. Тоже үшінші тарапта қандай нәрсені жасаймын деп айттым, немесе сол тілеген дұғамызға сай әрекеттерді жасап бастау. Бұл жерде тоже міне орындалмаған уәделер қалай қарызға кіргізеді, бұл бізде қарыз сезімін береді. Адам іштей өзіне қарыз болып тұр, іштей бір нәрсеге басқаларға қарыз болып тұр, өзіне және адамдардың арасында іштей қарыз сезіну. Бұл қарыз сезімі адам яғни мен қарызбын деп тұр ғой, яғни осы қарызбын деген нейрон миындағы бұл өмірінде материалды қарыздарға алып келеді, то есть реальностьта өз-өзіне қарыз болады екен. Иә, яғни мен қарызбын деген нейронды беріп тұр. Ал біздегі мынау екінші қарызға кірудің себебі топ кездесетін, бұл жерде орындалмаған уәделер, бұл жерде үшке бөліп бер дер екен. Енді бұл жерде техника сіздерге соны список қылып жазасыздар, соның каждыйын ары қарай орындап бастайсыздар. Сол кезде энергия көбейеді, сол кезде сенімділік күшейеді, и ары қарай ол келіп табысыңа әсер етуі әбден мүмкін. Иә. Ықтималдылығы жоғары. Іштегі қарыз сезімі кете бастайды. Ол материалды қарыздарға реальность алып келмейді. И ол сенің ішкі бір уверенностіңе де әсер етеді. Иә. Орындалмаған уәделерді осымен аяқтайық. Енді қарызға кірудің үшінші себебін ашсақ, осы жерде. Үшінші себебінің ішінде тоже байқалмайтын бір, мен қазір бұны ғылыми форматта тоже айтқым келеді, психологиямен түсіндіргім келеді, мышлениямен түсіндіргім келеді, ислам шеңберінде әдемілеп қорытындылауға болады. Жан-жақтан жан-жақты ракурспен. Иә. Бұл алу беру заңдылығының бұзылуы. Бұл өмірде естігенбіз, алу беру деген заңдылық бар. Мен адамдарға осы алу беру заңдылығы қарызға кіруге қалай әсер етеді, оның қарыздың қайталануына қандай әсері бар деген кезде көбісінде енді іштей сондай сұрақ туындайды. И мен оны ашып түсіндірген кезде мен өзімнің тәжірибемде тоже байқадым. Қай кезде екендігін білмеймін, бірақ зерттеудің нәтижесінде, яғни бұл өмірде алу беру заңдылығы 50-50 болады. Біз бұл өмірден 50%-ке аламыз, 50%-ке береміз. Бұл баланста және дұрыс болған кезі ғой. Ал көп адам, яғни біз өмір сүрген кезде байқамай алушы позицияда көп болып кетеміз. Яғни мысалы қазір қарыздан шыққым келеді, үй алғым келеді, машина алғым келеді, шетелге шыққым келеді, бала шағамды күшті балабақшаға бергім келеді, күшті мектепке бергім келеді, ұл қызымды тұрмысқа шығарғым келеді, үйлендіргім келеді деген секілді әр адамның өзінің бір ішкі қалаулары бар да. Яғни қазір тоже жұмыс жасап жатырғанда, кәсіп жасап жатқанда өз қалаулары, яғни ішкі алу деген позиция, алу деген ниет басымырақ болып кетеді. Енді алу позициясы бұл жерде уже 60, 70, 80-ге дейін көбейетін болса, алу 80-ге өмірден алуға ол. Иә. Ішкі ниетте тоже алу көбейетін болса, негізі өмірде тоже байқамай, әрекеттерде алуды байқамай жасап жүреді, не осознанно, бейсалалы тұрғыда. Ішкі ниетінде алу көп адам. Бұл қалау емес па? Қалаған норма емес па негізі мысалы? Или қалай? Бұл жердегі баланстың бұзылуын түсіндіргім келеді мен. Яғни қалау көп, то есть қалау керек, бірақ ішкі ниетінде, то есть кәсіп жасап жатырған кезде, адам әрекет жасап жатқан кезде беруді емес, пайда беруді емес, тек ала беруді ойлап кете беретін болса, алу басымырақ болатын болса, жұмыстың сапасы түсіп, тек өз пайдасы үшін жұмыс жасай беретін болса, бірақ тек ақша үшін. Тек ақша үшін жасай беру, тек ала беру үшін жасай берген кезде жұмыстың сапасы түсетін болса, түбінен хейт кетіп, жинағаның бәрі бір уақытта жоғалтып алатын адамдар бар мысалы. Яғни бұл жерде мен түсіндіргім келеді, мысалы алу 80-ге көбейетін болса, беру 20-ға азаяды. Мына жерде заңдылық бұзылды. Енді 50-ге келу керек қой. 80-ге. То есть алу 80-ге көбейді, беру 20-да тұр. 80-ді 50-ге түсіру керек, беруді тоже 50-ге алып келу керек қой. 80-де 80 болмай ма? Жоқ, өйткені 100-бен. 100-ның ішінде ғой. 100-ның ішінде ғой. Яғни қазір мысалы біз 80 алу болатын болса, беру 20 болатын болса, ортадағы бұзылған баланс бұл қарыз болуы мүмкін. Яғни осы уақытқа 80 ол артық алып қойып тұр, 30%-ке артық алып қойып тұр. Түсіндіре алдым, иә? Яғни 30%-ке артық алып қойғанымыздың ақысы 30%-ке аз беріп тұр. 30%-ке аз беріп тұр. Енді оның ақысы қарызбен өтеліп кетуі мүмкін. Яғни өмірімізде күтпеген, ойламаған жерден қарыз қайталана беру, қарызға кіріп кете беруіміз, міне осыдан болуы мүмкін. Яғни мысалы біз қазір қарыздарды жауап бітеміз, и сол кезде мына заңдылық орнына келеді да, 50-50 болып, сол кезде хотя плюсқа шығамыз, 0-ге келеміз деген сияқты. Мысалы жаңағын айттық қой, 80% көтеріп береді деп. Сол кезде соны 50-ге түсіру үшін не істеу керек?
мынау беруді 50-ге көтеру үшін не істеу керек? Не істеу керек? Мен тоже 90 мен 100-ді пример келтірсем болады ма? Давай. Иә, мысалы 90-100% алушы позициядағы адамдар бар. Не істейді онда мысалы 80 алу деген қалай ол 90-100 деген мысалмен келтіресіз, ол адам мынандай деген секілді. Яғни мысалы жаңа 80-де сол үй алу, машина алу тек өз қажеттілігі үшін, өз пайдасы үшін, ақша үшін ғана жұмыс жасай беру. Ниеттің бәрі ақша. Иә. Ал 90-100% адамдарда былайша айтқанда беруді мүлде ойламайды, то есть кінәлай беру үкіметті деген секілді ғой. То есть как будто оның проблемасын басқалар шешіп беру керек сияқты. Тегін сұрай беру, менің 5 балам бар, тегін бердің әңгімесі, кешірім сұраймын. Жаңағыдай бүкіл әлем кінәлі, тек оныкі дұрыс. Иә. Барлығы олардан көмектесу керек. Должен. Иә, мысалы бір таныс ресторан ашса, ол саған тегін тамақ беру керек сияқты, иә. Бір танысың тойханасы болса, ол саған 80% скидка беру керек. Бір досың мойкада жұмыс жасаса, ол саған тегін жуып беру керек деген сияқты бір сушнягын береді. Иә. Немесе басқа адамдардың сатып алып жатырған дүниесін, мысалы, иә, қазір курс тақырыбында қазір актуалды. Мысалы, басқа адамдар бір өзі баю үшін курс сатып алып жататын болса, бүкіл адам оны сатып алып жатыр ғой. Ал 90-100% алушы позициядағы адам қайтып оны тегін алып алсам болады. Немесе алған адамдардан сұрап алу арзанға деген маған сатшы деген секілді. То есть ішкі процесске кіріп тұрмын да, жұмыс барысындағы. То есть басқа адамдардың сатып алып жатқан дүниесін тегін алуға тырысу. Немесе қарапайым тоже біздің мемлекетте көрініс табады. Мемлекет неше түрлі программалар шығарады ғой. Бизнес бастауға, ақша беруге деген секілді. То есть ИП-ңдағы жұмысшыларға ақша төлеп береді екен, айлық төлеп береді екен мемлекет деген секілді. Ана кісі кәсіп жасамаса да ИП ашып, жұмысшыларды тіркеп, мемлекеттен ақша алып алуды ойлайды. Өтірік документтерді толтырып, қақтан қалай ақша алып алсам болады. Яғни былайша қарапайым тілде айтқанда хитрить ету, тегін ала беруге тырысу, акция сұрай беру және қақтан қалай ақша алсам болады деп осындай әрекеттерді жасай беру, уже бұл 90-100 тек алу. Скидка сұрау, бірақ саудаласу сүннет емес па? Ол басқа. Ол басқа, иә? Басын не есіме түсіп кетті менің бұл мен өзім жаңағы саудаға жақсымын да, саудаласу деген сияқты нәрсе. И соответственно мен де адамдар саудаласады да, содан кейін сұрап жатқан бұл қаншалықты не деген сияқты. Бірақ кейде ойлаймын бұл нәрсе андай. Ол жерде екі тарап бар ғой. Адекватный түрі бар. Иә. Бірақ слишком қатты кетіп қалатыны бар да, 100 деген нәрсені 20 мыңға бер деген сияқты. Ол жерде енді міндет қылу сияқты ғой. Енді орнына қалай келтіреміз, балансты қалай орнына келтірсек болады. Қазір мен айтқым келеді, то есть осы заңдылықты орнына келтіру үшін мына минустан шығып плюсқа келтіріп, даже ары қарай байып кету үшін просто орын алмастыру керек. Яғни беруді көбейту керек. Мына хотя бы 70%-ке. Мен бұл жерде алма деп айтпаймын. Өйткені біз алуды ойламасақ, жұмыс жасауға желание болмайды. Ақша не үшін тауып жатқанын түсіну керексің. Немесе жаңағыдай өзіңнің шығындарың үшін ақша табу керексің. Өзің қалауың, квартираң, үйің, шетелің, балаң. Ол дұрыс емес деген әңгіме емес. Просто заңдылықты ғана ұстау бұл жерде. Иә. Яғни алу 30% болу керек. Енді біз қазір қарыздан шығуымыз үшін және баю үшін 30%, ал беру 70% болады. Ал енді вот 70%-ке не береміз? То есть қарыздан шығу үшін, баю үшін 70% беруге не жатады, қандай әрекеттерді жасау керек деген сұрақ. Мен оның ішінен 5 мысал келтіре аламын. Беруге байланысты бүкіл адам жасай алатын. Бірінші беру, егер адам ол айлыққа жұмыс жасаса да, жұмыс жасамаса да скоро бәрібір енді ақша табу үшін жұмыс жасайды ғой. Немесе қазір бір кәсіппен айналысып жатқан болатын болса, яғни тек ақша таба беру үшін, өзінің қажеттілігін өтей беру үшін емес, мен осы айналысып жатырған жұмысым арқылы, салам арқылы адамдарға қандай пайда беріп жатырмын деген ниетті қалыптастыру. Яғни жұмыс жасап жатырғанда, ақша тауып жатқандағы мақсат қарызын жауып өзін байыта беру үшін емес, көп жағдайда 70% ішкі ниеті қандай пайда беріп жатырмын деп ойлану керек. Неге? Өйткені біздің қазіргі тауып жатырған ақшамыз әлемге беріп жатқан құндылықтарыңызбен тең. Былай ойма, мысалы, ол кісінің қазіргі конкретно қысып жатқан ақшада бұндай адам әлемге не пайда беремін деп ойлау екіталай емес пе? Келсем, қазір осыған келеміз. Қарашы. Біріншісінде просто сол жасап отырған жұмыста пайдалы болу деген ниет және құндылық беру. Яғни қазір адам мысалы қаншалықты әлемге құндылық беріп жатыр, ай сайын сонша теңге оған ақша келіп жатыр. Егер көп алғысы келетін болса, онда көп беру керек. Сен қаншалықты пайдалысың, соншалықты ақша келеді. Иә. Бұл біріншісінде, яғни бірінші беру бұл ішкі ниеттен басталады деп айтайын. Екінші беру бұл жерде уже артығымен жұмыс жасау. Ол қалай? Мысалы, қарыздағы адам менен консультация алуға келеді. Мысалы, консультация алуға маған 1 сағатқа 100 мың теңге төледі делік. Мысалмен. Мен 1 сағат консультация аяқталғаннан кейін, 1 сағат өткеннен кейін консультацияны аяқтасам, ол әділетті ғой. Мен ескерттім 1 сағат кеңес алу 100 мың теңге.
и ол тоже оған келісіп 100 000 теңге берді. Міне 50-50 әділетті. Ал енді мен артығымен жұмыс жасау үшін енді 50-ден 70 беруім керек болып тұр ғой. Егер мен екінші сағатым бос болатын болса және мүмкіндігім бар болатын болса, мен екінші сағатта да ол запросын шешіп кеткенше отыра беру кеңес беріп. Деген секілді. Мысалы қарапайым дүкенші, ол магазинде продуктысын сатып жатыр. Күнделікті одан сүттен, наннан алатын клиенттері бар. Әр келетін клиентіне хотя бы ана жерден 5 теңгелік сағысын бонусқа берсе де бұл артығымен жұмыс жасау. Бірақ бұл жердегі дүние адам минусқа кетпеу керек. Яғни өзіне түскен таза пайдадан ішінен ғана бір нәрсені беру. Яғни минусқа кетпейтіндей. Ол кезде не өзгереді адам артығымен берсе? Мысалы бұл маркетингтік тұрғыда да жақсы жұмыс жасайды продажада. Мысалы артығымен берген кезде уже ол сервис қой. И клиентке ол ұнайды. Уже артықшылық қой, артығымен беру. И клиентке ондай сервисті көрсеткен кезде, ондай артықшылықты көрсеткен кезде клиенттің қайтып келу ықтималдылығы жоғары болады. Немесе мысалы Каспи магазинде мен мысалы бір зат сатадым делік, товар сатамын, и ол товарымды алған клиентке сол товарға сәйкес келетін мен бонус қосып беремін. То есть минусқа кетпейтіндей. Мысалы егер мен, пример, MacBook сататын болатын болсам, сол MacBook-тың сырты сызылып кетуі мүмкін ғой деймін да, қаптайтын, эстетичный, әдемі прям чехолын қосып беремін деген секілді. То есть ол кетеді, и клиент оны күтпейді, бірақ MacBook-ны алып жатса, ішінде қаптайтын чехолы бар, и ода эмоция, и ол эмоциямен ол отзыв жазады мысалы. И оның жазған отзывы арқылы басқа клиенттер оның продажасына кішігірім болсын әсер етуі мүмкін. Мен ойлаймын, бұл нәрсе жұмысқа да әсер етеді ше, мысалы бастықтардың көзіне көрінуге, немесе управляющий, немесе сен лауазымыңды өсіргің келсең, сен артығымен көп жұмыс жасап, артығынан көп, мысалы звонок жасау керек болса, саған 30 номер берілсе, сен 50 номерге звондасаң, мысалы кешкі 6-ға дейін графигің болса, сен 7-8-ге дейін қалып жұмыс істейтін болсаң, сен обязательно айлығыңды көтеруі мүмкін адам. Возможно, сені өзің жанына тартуы мүмкін, возможно, саған доля беріп өсіруі мүмкін, потому что көреді, мына жігіт немесе мына қыз потенциалы бар, кәдімгідей жұмыстан қашпайды екен, жақсы жұмыс жасайды екен деген секілді взгляд пайда болады. Бұл артық беру заңдылығы. Дәл солай. Бірақ күтпеу. Өзінің лауазымы өсу үшін емес, премия алу үшін емес, айлығы көтерілу үшін емес. Күтіп ренжіп жүруге болмайды дейсің ба? Мен саған үйтіп жүрсем, сен что-то деген сияқты. Дәл солай. Просто беру деген ниетте ғана беру, күтпеу. Күтпеген кезде негізі көп кері байланыс келеді. Адам күтсе де қатты энергия шашылып кетеді негізі. Мысалы мен беріп жатырмын ғой, неге маған келіп жатқан жоқ, неге мен байымай жатырмын дейтін болатын болса, уже минус. Энергия кетіп жатыр, соны ойлауға кетіп жатыр, ренж пайда бола бастайды. Сондықтан без ожидания беру керек болды. Бұл 2. 3. Беру дегенде негізі барлығының ойына келетін нәрсе бұл садақа. Неге садақа? Енді садақаның пайдасын барлығымыз білеміз, әркім өз көлемінде, өз деңгейінде біз түсініп жатамыз, өте көп айтылатын тақырып. Бірақ мен бұл жерде айтқым келеді. Мысалы біз Аллахы мені берушілерден етші деп сұраймыз. Берушілерден болғым келеді деп ниет етеміз іштей. Бірақ сол берушілерден болғым келеді деген ниетімізді, дұғамызды қаншалықты Аллахқа әрекетпен көрсетіп жатырмыз. Яғни тек сөз жүзінде, ниет жүзінде қалып кетпей, сол айтылып жатырған тоже жаңа дұғаға сай әрекет жасап, сол беру деген ниетімізді хотя бы садақамен бастау. Міне бұл жерде де бұл минусқа кетірмейді. Яғни көп адам жаңағыдай мен өзім қарыздамын ғой, мен өзім минустамын ғой, мен қалай берем, не берем деген сұрақ туындайды ғой. Мен қазір мына жерде айтып жатқан мысалдардың барлығы бұл адамды минусқа кіргізбейтін, керісінше байытатын дүниелер. Ал минусқа кіргізетін дүниелер ол жерде мен айтатын едім, уже ол спасательство. То есть мен айтып жатырған мысалдар бұл минусқа кетірмейтін беру. Ал біреулер айтады, мен вроде берушілерденмін, мен айналама үнемі көмектесемін, бірақ мен байып жатқан түгім жоқ деп ойлайтын адамдар бар. Маған келіп жатқан, ондай артық ақша ешқандай келіп жатырған жоқ, байып жатқан жоқпын. Енді адамдар болады ғой, жан-жағына бірінші басқа адамды жоғары қойып, соларға көмектесіп, шынымен уайымдап жүретін кісілер. Мен айтамын, бұл жерде мысал келтіремін. Мысалы, сіздің жоқ деп айта алмауыңыз, айналауыңызға ұнауға тырысып, удобный болып жүруіңіз, немесе ақкөңіл болып жаңағыдай өзіңізге ұнамай тұрса да басқа адамдар үшін өмір сүре беру, немесе жоқ деп айта алмауыңыз, жоқ деп айтатын болса маған ренжіп қалатын сияқты деп үйтіп олай қызмет жасау, олай бере беру, то есть өзіңді сатып, саған ұнамаса да жасап, ақкөңіл болып былай көмектесе беру, оны олай беру, ол жыл спасательство деп айтатын. Бұл беруге жетпейді жаңа. Алмасу заңдылығына келмейді. Бұл өзіңе жоқты біреуге деу ғой. Бұл жыл спасательствоға көп келеді. Спасательствоға көп жағдайда қарызға кіргізеді бізді. Бұл келесі себеп па? 4-ші себепке қазір келеміз.
Сондықтан мен беретін айтып жатырған мысалдар бұл бізді спасательствоға сәйкес келмейді. Бұл өз қалауымызбен беру, без ожидания беру және минусқа кетірмейді. Үшіншісі ол садақа болатын болса, садақа жиі беретін болса, жұма күндері беріп отыратын болса, мен айтатын едім керемет, бірақ тұрақты беруді әдетке айналдыру керек. Тұрақты беретін болса, вообще керемет, тұрақты беріп жүрген болатын болса, онда жаймендеп сумасын көбейту керек. Вот. Пайдасы өте көп. Төртінші беру, бұл жерде алу беру заңдылығын ұстайтын негізі ең күшті керемет дүние бұл алғыс айту деп ойлаймын. Яғни бір адам сізге пайдалы болды, бір адам бізге қызмет жасады, берді, енді заңдылықты орнына ұстау үшін просто рахмет айту жеткілікті. Мысалы, осы подкастты көріп отыр, өзіне қажетті ақпаратты адам алып жатыр, ол адамға егер бұл ақпараттар пайдалы болып жататын болатын болса, лайк басу арқылы балансты ұстай алады деген секілді ғой. Комментарий жазу арқылы балансты ұстай алады. Иә. Вот. То есть заңдылықты орнына келтіру. Лайк басып комментарий жазыңыздар. Иә, яғни ақпарат, то есть көп жағдайда біз байқамай осындай өмірде тұтынушы позицияда болып қаламыз. Тек алу. Иә. Сондықтан егер біреу бізге пайдалы болса, бір жерден пайда алатын болсақ, рахмет айту арқылы автоматты тұрғыда біз балансты орнына келтіреміз. Міне біреу 80% берді, біз рахмет айту арқылы фук етіп балансты орнына келтіре қаламыз. Қарым-қатынастарда да негізінде, әрине енді қарым-қатынас бойынша менде тәжірибе жоқ, бірақ оның ішінде қосымша мен айта кеткім келеді. Яғни қарым-қатынастағы өкпе реніштің азаюына, ұрыстың азаюына, яғни гармонияда, баланста өмір сүруге қарым-қатынаста тоже бір-біріне рахмет айту өте жақсы көмектеседі. Мысалы, қарым-қатынаста бір тарап өте оған поддержка береді, сыйлық жасайды, вниманиясын бөледі да, ал екінші тараптан ондай баланс болмайтын болатын болса, беріп жатқан тарап өзінің қадірін жоғалтып жатқан секілді, өзінің кетіп жатқан уақытын, энергиясына обратно ештеңе алмай жатқан секілді, өзінің бір қадірін кетіп жатқан секілді бір реніш бастайды көп жағдайда. Отношение бұзылады дейсіз ғой? Иә, ұрыс басылады, реніш басылады деген секілді. Сондықтан, мысалы, қыз бен жігіт болсын, ата-ана мен бала болсын, дос пен дос болсын, бүкіл қарым-қатынаста, мысалы, ол сіздің қарым-қатынастарыңыздағы екінші тарап сізге поддержкасын берсе, вниманиясын берсе, қолдау білдіріп жатқан болатын болса, сіз рахмет айту арқылы заңдылықты орнына келтіресіз. Ол беріп жатырған адам мені байқады, менің қадірімді білді. Яғни ол жерде шүкір етуге де келеді ғой негізінде. Яғни қарым-қатынасқа біз осылай шүкір ететін болсақ, хотя бы жылы сөз айту арқылы, балансты ұстау арқылы, рахмет айту арқылы, ол жерде де қарым-қатынас негізі көп жағдайда артады. Бірақ обратно талап етпеу керек. Иә. Мен саған көмектесім, сен істемейсің ба деген секілді. Иә. Тоже қарым-қатынаста күту көп болады ғой. Жаңағыдай маған да берсін, внимание бөлмей жатыр, үстен қалаймын, бүйткенін қалаймын. Егер адам қалайтын болатын болса, онда бірінші өзі беріп бастау керек. Бірақ беріп жатырмын, болмай жатыр ғой деп тоже күтпеу керек. Бересің, болды, ожидание жоқ беруде. Значит, бізде беру 4-те бұл рахмет айту. Бір әлемнен біз пайда алатын болсақ, рахметті айту арқылы осылай балансты ұстай аламыз. Төртінші себеп, төртінші не бұл? Беру. Иә, минусқа кетірмейтін бізді. Бесінші беру бізді байытатын, білмеймін, қарапайым өмірде мысалы курьер мен таксистерге чиви беріп бастау, қалтаңа ауырлық тигізбейтіндей. Официанттарға. Иә. Жерде жатқан мусорды көтеріп кетсең де, бүйтіп орнаға тастап кетсең де. Яғни әлемге белгілі бір көлемде мен не бере аламын, қандай пайда бере аламын деп ойланып, осындай қарапайым өмірдегі кішігірім әрекеттерден бастау. 5 метр жердегі жерге бетіп бағасын лақтырмай барып аккуратно салу дейсіз ғой. Иә. Немесе мысалы егер өзі бір жерден пайда алып жатқан болатын болса, пайдалы ақпарат алатын болса, сол адамға, то есть сондай проблемасы бар адамға ақпаратын бөлісу, немесе өзі алған пайданы бөлісу. Мысалы қарызда жүрген адамдарға, енді бір манипуляция сияқты естілетін шығар, қарызда жүрген адамдарға бір осы подкастты бөлісуге болады деген секілді ғой. Яғни өзі, бұл жерде мен былай мысал келтірем, ислам шеңберінде қорытындылайықшы осы беруде. Қазір мен айтқан осы бесеуді былай қорытындыласайық. Бірінші беру ол ішкі ниетімізде пайдалы болу деген, пайда беру деген жұмысымызда. Екінші беру бұл артығымен жұмыс жасау, сол жасап жатқан жұмысымызда. Үшінші беру бұл садақамен. Төртінші беру тоже бізді минусқа кетірмейді, просто рахметпен. Бесінші беру бұл бізде мен қалай пайдалы бола аламын деген мышленияны қосу, және тура өзінің мәселесі бар сияқты адамдарға сол алып жатырған пайдасын бөлісу. Мысалы, біз қазір осы подкастты жасау арқылы уақытымызды, энергиямызды арнап, осындай командамен жұмыс жасап, осы қарызда жүрген адамдар бар, айлығын табысын өсіргісі келетін, қарыз қайталанып жатырған, то есть осы қарыз тақырыбында ақшамен мәселесі болып жатқан адамдарға өз тәжірибеміздегі білімді бөлісу арқылы мен қазір басқа адамдардың мұқтаждығын өтесем, осы подкаст арқылы Алла тағала менің мұқтаждығымды өтеп қояды деген ниет.
және мен стрим жасауда және осы тәжірибемдегі білімдерді бөлісудің арқасында өмірімде мен айтатын едім, бір жылда настолько мен табысым өсіп кетті. Мен осы формуланы қолдандым. Яғни көп адамға пайдалы иә, яғни мен алуды емес, бізде білдіртпей жасап жүрік ютубпен де. иә, тоже сіздердегі подкасттың барлығы адамдарға пайдалы болу, и қанша әртүрлі тақырыптарды қозғап басқа адамдардың мұқтажын өтеуге әсер етіп жатырғаннан кейін тоже береке келе береді деген секілді. То есть просмотрдың келуі, тағы басқа деген секілді. То есть адамдардың бөлісуі. Мысалы мен стримда тоже ақпараттарды осылай эфирлерді жасап бөліскен кезде всегда ниетті еске алып отыру. Мысалы мен бір ақпаратты қайталай беруім мүмкін, мен кейде адамын шаршап кетемін стримға кіруден, ол ақпаратты қайтан айтудан шаршап кетемін. Неге қайта бір ақпаратты қайталаймын? Өйткені стримда всегда эфирге кірген кезде 95% аудитория мен жаңадан көріп жатқан адамдар да. Әлі білмейтін халық көп. Сондықтан да олардың барлығына жеткізіп шығу үшін мен әр эфирде бір ақпаратты көп жағдайда қайталай беремін. Кейде шаршағаннан мен 3-4 түрлі ақпарат қоямын, бірақ 3-4-еуін де уже қайталай бергеннен кейде бәрібір шаршаймын. И сол кезде мені алып шығатын, әрекетке алып келетін нәрсе ниетім ғана. Ол жердегі бір түскен пайда емес. То есть главное, мен қазір 200-300 адамның мұқтажын өтеуге осындай білімдерді бөлісіп жатырмын. Аллах тағалам, міне мен осы ниетте сенің құлдарыңның мұқтажын өтеуге ниет еттім, сен менің мұқтажымды өтеп қойшы деген секілді. Бірақ қандай требовать етуге болмайды. Иә. Опять же, иә, шартсыз болу керек. Шартсыз. Бұл жерде мынандай бір күшті дұға тілеуге болады. Яғни исламда нәзір деген амал бар. Алламен уәделесу, қарапайым тілмен айтқан кезде, яғни былай дұға тілеуге болады. Аллахым, менің қазір қарыз деген мұқтаждығым бар. Менің қазір осындай мұқтаждықтарым бар. Мен қазір жаңағыдай пайдалы болу деген ниетте жұмыс жасайын десем, мен қазір беру деген ниетте жұмыс жасайын десем, менің мына мұқтаждықтарым мені уайымдатып қойып отыр. Ана қарыз бәрібір фокус алып кетіп қала береді ғой. Сен мына жақта өзіңнің проблемаларыңды шешіп алмай, тоже бере алмай жатырмын дейтін адамдар бар. И мен айтатын едім, осы жерде осындай бір дұға тілеуге болады. Аллахым, менің уайымдатып тұрған мына проблемаларымды сен шешіп берші. Егер осыларды сен шешіп беретін болсаң, менің мұқтаждықтарымды, мен мына жақта сенің құлдарыңа пайдалы болады екенмін. Көбірек шүкір етеді екенмін, көбірек садақа береді екенмін деген секілді. И енді тоже күтпеу, мен мұқтажымды өтеп берсін, сосын берем емес. Бұл жерде тоже берсе де бермесе де біз қолымыздан келгенше пайдалы болу деген ниетте әрекет жасай беру. Яғни мені байытқан ниет деп айтып жатамын мен бұл тақырыпта. Яғни біз әлемге осылай қаншалықты адамдардың мұқтаждығын өтеп пайдалы боламыз, соншалықты көп ақша табамыз. И мен оған живой примермін. Егер то есть қарыздан шығып, қарызсыз өмір сүргім келеді, байығым келеді дейтін болатын болса, осы ниетті қолданып көруге болады. Мысалы, то же самое адам қазір қарыздағы адам бұл подкастты көріп отырған болатын болса, өзінің қарызда жүрген бауырларына, таныстарына дұға тілеу арқылы да олардың мұқтажын өтеуіне әсер ете алады. Яғни өзінің қарыздағы танысының аты жөнін айтып, Аллахым, осындай адамдың, осындай жақынымның, бауырымның қарыздан шығуын, жеңіл көркем түрде шығуының нәсіп етші деп, яғни өзі қалай сұрайды, басқа бауырына солай сұрайтын болатын болса, яғни біз дұға арқылы да басқа адамның мұқтажын өтеуге әсер етеміз. Мысалы, адам салмақ тастағысы келетін болса, яғни тоже салмақ тастағысы келетін адамға абонемент сатып алып беретін болса, мысалы, яғни ол өзінің мұқтажын өтеу үшін басқа адамның мұқтаждығын өтеуге әсер етіп жатыр. Сол кезде ол адамда тоже арықтауға бәлкім желаниясы ояна бастайды. Немесе Аллах тағала оған уже түсіндіріп қояды, денсаулықты жеңіл көркем түрде деген секілді. Бір уақытта дисциплинамен кәдімгідей уже азып әрекет жасап уже сұлу бола бастайды деген секілді. Тоже өз байқамай қайтып кірісіп кеткен деген секілді. Вот. Яғни өзінде қандай мұқтаждық бар, сондай мұқтаждығы бар адамға қолынан келгенше көмектесу. Көмектесу деген кезде де тоже жаңағыдай спасатель болып кету емес, бұл жерде орнын балансты ұстау және бастапқы көмектесу бұл дұғамен. Бұл жерде де мысалы исламда айтады, яғни бір мұсылман басқа мұсылман бауыр үшін дұға тілейтін болатын болса, періштелер саған да деп тұрады деп. Вот соғандай келеді. Қарызға кірудің мысалы қазір енді біз 3 себебін айттық: красавчик болып көріну, екінші орындалмаған уәделер, үшінші алу беру заңдылығын ұстау. Дұрыс беруді айттық. Енді осы жерде мен 4-ші себепті айтқым келеді. Бұл жерде қарызға кірудің және қайталана берудің 4-ші себебі спасательство, яғни жоқ деп айта алмау. Адамдарға жоқ деп айтса өзін кінәлі сезінеді. Жоқ деп айтатын болса маған ренжіп қалады деп ойлайды. Жаңағыда айтқандай ақкөңілділікпен эмпат адамдар тоже көбінесе мен ойлаймын спасатель болады. Басқа адам қатты сезіп тұратын, иә. Өйткені басқа адамның мәселесінің хәлін қатты сезініп тұрған кезде, ол адамның хәліне кірген кезде көмектескім келіп тұрады деген секілді ғой эмпат адамдар.
және спасательствода мысалы менде өзімде мәселе болды. 3 жыл өмірімде қарыз қайталанса, тоже 2 жыл менің өмірімде қатты қарыздың қайталануына, қарызға кіруіме осы спасательство әсер еткен. Қалай? То есть спасательство сонда қалай қарызға кіргізеді дегенге жауап берейік. Бірінші, мысалы менде, қарапайым мысал келтірейін. Мынау Ерлан, нақты адамның атын атап түсін түстемей ақ қояйын, бірақ бұл жерде пример ретінде түсіндіре берейін. Енді мысалы мынау Ерлан болатын болса, и менің бір танысым бар. Сөйтіп мына Ерланда мен 5 күннен кейін мысалы квартирамның арендасын төлейін деп жатыр деп елестетейік. Мен қарызда жүрген уақыт 3 жыл алдыңғы, Ерлан 5 күннен кейін 300 мың теңге квартира арендаға төлеу керек. Сөйтіп мен 5 күннен кейін төлеймін, бірақ 200 мың теңгедей, 250 мың теңгедей мысалы жинап қойдым делік. Тағы да үстінен ақшамды тауып, 5 күннен кейін квартирамды төлейін деп отырған ақшам, соған жинап жатырмын. Сөйтіп мен мына жақта бір танысымда, немесе бір досымда проблема туындайды. Және оған ақша керек болып жатады. Сөйтіп ол келеді да, маған келеді, менен қарыз сұрайды. Ерлан, пожалуйста, менде осындай проблема болып тұр, срочно ақша керек болып тұр, көмектесіп тұршы деген секілді маған ақша сұрай бастайды. Сөйтіп ол айтады, маған 3 күнге керек, мен саған 3 күннен кейін қайтарып беремін дейді. И мен не істеймін, енді бұл көмектескім келіп, жоқ деп айта алмағаннан, жоқ деп айтсам кінәлі сезінгеннен, немесе жаңағыдай сол ренжіп қалады деп ойлағаннан мен не істеймін, 3 күннен кейін қайтарып береді екен ғой, мен 5 күннен кейін квартирамды төлеймін ғой деп өзіме қажетті 200 мың теңгені беріп тұрамын. Мысалы ол адамға 200 мың теңге керек болып жатыр делік. Сөйтіп 200 мың теңгемді беріп тұрамын. Сөйтіп енді арада 3 күн өтеді делік. И мен 3 күн өткеннен кейін қарыз сұраймын жаңағы алған адамнан. Сал жібересің ба деп. И ол айтады, күте тұршы, бүгін ақша түсу керек еді. Қазір кешке сал жіберемін, Каспидің осы нөмірде қоя дейді примерно. Сөйтіп жақсы күтемін. Үйтіп айтса жақсы ғой. Вот 3-ші күн өтеді, түспейді. Мен 4-ші күн сұраймын, түспеді ғой деп. Сөйтіп күте тұршы дейді. Уже жауап бермей бастайды. 5-ші күн өтеді, уже жоқ, байланыстар жоқ, ақшам қайтпай бастайды. Енді мен 5-ші күн квартира төлеуім керек арендаға. Енді менде 200 мың теңгем жетпей жатыр. Ал енді мен 200 мың теңгені қайдан аламын? Қарыз, займ аласың, кредит берсе кредит аласың, адамнан қарызға сұрай тұрасың деген секілді. Если займ кредит алатын болсаң, ол жерде процент бар, сен уже минустасың бәрібір. Ал адамнан қарыз алатын болсаң, бәрібір сен қарыз алып тұрсың, сен бәрібір 200 мың минустасың. Окей, анау қайтарып бергенде төлеп тастаймын ғой деп ойлаймын ғой енді мен. Оның қайтарып қайтармайтындығында гарантия жоқ. Ол или қайтаратын болатын болса да 10 мың теңгелеп, 20 мың теңгелеп бөлшек қылып қайтарған кезде сенің ақшаңның берекесі жоқ болады, оны сен өзің қолданып жібересің деген секілді. И нәтижесінде 1 ай өтеді. Арада 1 ай өткеннен кейін мен келесі айда болды, квартирамды, тағы ақшамды жинаймын да, 100 мың теңге квартирамды төлеймін, өмір сүруіме тапқан ақшам бәрі жетеді да, бірақ артық менде 200 мың теңге шығын тұр. Опа, енді мен 200 мың теңгені қайдан табамын? То есть қайдан шықты ол 200 мың теңге? 1 ай алдын артқа қайтатын болатын болсақ, біреуді құтқарған кезде, өзіңе керек ақшаны біреуге беріп құтқарған кезде. Сөйтіп, 2-ші айда мен 200 мың теңгені уже қалай жабамын? Ақшам жоқ, қарызды қайттан қарызбен жабу басталады, адамның өмірінде қарыз пайда бола бастайды. Міне осылай қарызға кіріп кетеді. Бұл бірінші мысал. Екінші мысал, қарызға кіру рухани себепті тоже түсіндіріп көрейік. Мен қалай түсіндім? Мысалы, мынау мен, спасатель Ерлан. И менің айналамда бір адамда проблема болады. Негізі бір адамда ғана емес, айналамызда бүкіл адамда проблема болатын болсақ, біз спасатель болсақ, бәрін құтқара береміз ғой. Ол ата-анаң ба, бауырың ба, досың ба деген секілді көмек сұраса, то есть ақша сұраса, сен көмектесе бересің деген секілді. Мысалы, мына проблема болып жатқан адамның басына бұл проблеманы сынақты немесе сондай ақша керек болатын ситуацияны кім жаратты? Аллах жаратты. Не үшін ол адамға ондай ақша керек болатын ситуация, проблема жаратылып жатыр? Өйткені ол адам бәлкім ол жерде бір өзінің сабағын алу керек болып тұр. Бәлкім әрекет жасап ол өзі потенциалын ашу керек. Мысалы, туысың болуы мүмкін, інің болуы мүмкін деген сияқты. Оның ол жерде өзінің алатын сабағы бар, ол өзінің әрекетін жасау керек. Ол өзі өту керек болса. Өзі түсіну керек еді. Ал бұл өзінің сабағын алып әрекет жасамай сенен келіп көмек сұрай беретін болса, және біз көмектесе беретін болсақ, біз бұл адамның өсуіне, әрекет жасауына, сабақ алуына кедергі жасап жатырмыз. Қазақи бауырмалдық деген қайда қалды деп, мысалы, бізде комментарий жазады ертең адамдар. Ол басқа. Мен қазір ол туралы тоже түсіндіремін. Бұл жерде мен қазір спасательствоның адамдарға жоқ деп айтпаудың именно минусқа кетіретін тараптарын тоқтатқым келеді. Бұл жерде мысалы мен қазір спасательство туралы айтқан кезде, спасательствоны мен айтам 80% қарызға кіргізеді. То есть, ал 20% бар адамгершілікке салуға болады, беруге болады, қолдауға болады, бірақ қай кезде мен қазір ол туралы түсіндіремін. Бұл жерде мен қатыгез болуды үйреткім келмейді. То есть қатыгез болуды насихаттамаймыз, тек адамды қарызға кіргізіп жатырған спасательствоны тоқтату біздегі. Өзіңе зиян тимесін. Тимеу, басты мақсат. Енді мысалы біз басқа адамды осылай құтқарып бастаған кезде, ол адамның өсуіне кедергі жасаған кезде, және біз жоқ деп айтпай всегда осы қайталана беретін болса, бір уақытта біздің басымызға қарыз келеді. Неге деген сұрақ? Өйткені сен жоқ деп айтып үйренуің үшін, сен басқа адамдарды құтқармауың үшін. Сабағы.
сен уже қарыз болған кезде уже сен жоқ деп айта аласың. Мен өзімде қарыз бар. Тебе придется дейсің. Иә. И және қарызда жүре берудің іштей осы жерде бір жасырын выгодасы болады адамдарда. Счет арестта жүре берудің, қарызда жүре берудің неге? Өйткені қазір қарыздан шығатын болса, ақша тауып бастаса, қайтадан айналасындағы адамдар ақша сұрап бастайды. А ол уже іштей уже бергісі келмейді. Ұнамайды оған. Солай жүре береді. Иә. Көмектесіп, құтқарып, өзінің берген ақшасы қайтпай қалып, ол уже содан шаршаған адам қарызда жүре беруі мүмкін, счет арестта бола беруі мүмкін. Уже айналасындағы адамдар ақша сұрағанда немесе қарыз сұрағанда мен өзім счетым арестта, мен өзім қарыздамын деп айта бастайды. То есть ол өзі байқамауы мүмкін, бірақ іштей жасырын выгода. Иә. То есть солай жүре беруіне деген секілді. Ну бәрінде емес, әркімге әтлікат етуі мүмкін. Жауапкершілікті лақтыруға күшті инструмент дейсіз ғой. Иә. То есть жоқ деп айтуға өзіне іштей тиімді. Міне осы екі себептен қарапайым өмірдегі көріністе жаңағыдай біреуді құтқарып өзіңе керек ақшаны беріп қойып ақшаң қайтпай қалып өзің қарызға кіріп кетесің. Екінші рухани себепте сен басқа адамды құтқару арқылы өсуіне кедергі жасап жаңағыдай өзің қарызға кіріп кетесің деген секілді. Жоқ деп айтуың үшін деген секілді. Ал енді неге адам спасатель болады? Қайдан шығады спасательство? Мен не үшін жоқ деп айта алмай жатырмын, не үшін айналама мен көмектесе беремін? Маған бұл нәрсені тоқтату қиын болды. То есть кәдімгі жоқ деп айту маған қатты ауыр болатын. Мен өзімнің қалауымды айту адамдарға қатты ауыр болатын. То есть маған ұнамайды, мен оны жасағым келіп тұрған жоқ, или там жоқ деп айту маған қиын болатын. Неге? Өйткені мысалы біріншісінде қазір мен жоқ деп айтатын болатын болсам, ол адам маған ренжіп қалады деп ойлаймыз, иә. Егер ол адамның ренжіп қалса не болады? То есть ренжіп қалуына не үшін қорқып тұрмыз? Өйткені ол адамның ойына тәуелді болып тұрмыз біз. Яғни бұл жерде тоже бір самооценкаға да келеді. Яғни мен қазір жоқ деп айтатын болатын болсам, ол адам мені тәкаппар деп ойлап қалады. Кісі деп ойлап қалады. Ой, ақшасы пайда болыпты деген. Өзінше деп ойлап қалады, мен қазір жоқ деп айтатын болатын болсам. Ал яғни ол адамның ойына уже тәуелділік қой. Ал адамның ойына тәуелділік не үшін болады? Өйткені адамның өзінің миында өзі туралы информация жоқ. Яғни адам өзінің миында өзінің плюс качестволарын, минус качестволарын біліп, оны қабылдамаған. Яғни өзінің миында өзі қандай екендігін білмейді. И соның нәтижесінде миы, мысалы, өзі жайлы информация жоқ болу, яғни миы пустой болатын болса, енді басқа адамдардың баға беруіне ол тәуелді болады. И басқа адамдарға жаңағыдай удобный болып, ұнай берудің нәтижесінде қазір жоқ деп айтатын болатын болса, мені кінәлі, жаңағыдай тәкаппар деп ойлап қалады, өзінше деп ойлап қалады деп, сол адамдардың ойына тәуелді болу нәтижесінде спасатель бола бастайды. Яғни бұл жерде түсіну керек, мен қазір жоқ деп айтуым бұл эго емес, тәкаппарлық емес, өзінше болу, кісі болу емес. Мен жоқ деп айтуым бұл мен өзім жеке шекара қоюым, өзімді қорғауым, өзіме деген махаббатым деген секілді сенімді қалыптастыру керек адамның миына. Яғни басқа адамдардың ойына тәуелді болу, яғни адамның іштей өзіне беретін бағасы болмауында. Мысалы, егер қарапайым мысал келтіретін болсақ, бұл жерде самооценкаға қатысты, егер мен артық салмақ болатын болса, мен өзім іштей миыма информация беремін. Я, менде қазір артық салмақ бар, я, менде қазір май бар, және мен осы күйімді өзімді қабылдаймын дейтін болсам, біреу келіп, семіріп кетіпсің ғой, салмақ қоса алыпсың ғой десе, маған триггер болмайды. Я деген сияқты. Өйткені уже іштей мен ол информацияны өзімде бар екенін біліп тұрмын және қабылдап тұрмын деген секілді. Немесе ашық подкастта айта бересіз қойсыз ба? Жоқ, енді мен всегда келтіретін мысалдар. Одан кейін спасатель болады, но көп жағдайда психологиялық мида, бейсаналы тұрғыда, мысалы біз бала кезден басталады. Бала кезде бізге қай кезде мысалы внимание, махаббат берді, немесе қай кезде біз өзімізді керек сезіндік. То есть бала кезде мектепте мысалы 5 аласың, белгілі бір жетістікке жетесің, грамота аласың, жаңағыдай үйіңді жинап қойғанда, тамақ істеп қойғанда, жақсы көрінген кезде барлығы ой, мен бала молодец дейді. Яғни сол кезде сен өзіңді керек сезінесің, сол кезде саған қолдау береді деген секілді. Сол кезде адам внимание алып үйренді. Яғни белгілі бір әрекеттерді жасаған кезде ми внимание алып үйренді. Сол кезде өзінің бар екендігін, керек екендігін сезінді. И осы қалыптасқан сенімнің нәтижесінде адам өскен кезде бейсаналы тұрғыда өзі байқамайды. Яғни енді өзін керек сезіну үшін, басқа адамдардан сондай бір признание алу үшін, мақтау алу үшін не істейді? Құтқарып бастайды. Яғни құтқару арқылы, мақтау сөзін есту үшін, иә. Яғни құтқару арқылы ол адам іштей миы жаңағыдай признание алып тұр, өзін мойындатып тұр, мен кереметпін, мен күштімін. Немесе құтқару арқылы внимание алып тұр, махаббат алып тұр.
мен бұл әлемге керекпін деген секілді. То есть жасырын выгодасы бар. Осы выгодаларды тоже мысалы тоқтату керек болады. Ал енді қарызға кірудің 5-ші себебі, ең көп кездесетін себептердің бірі, мен қарызда жүрген адамдарға сұрақ қойған кезде, қазір не үшін жұмыс жасап жатырсың, не үшін әрекет жасап жатырсың, қазір саған мотивация болып тұрған нәрсе не сені қимылдатып жатыр деген кезде көп жағдайда бәрі енді ол қарыз болғаннан кейін қарыз үшін жұмыс жасап жатыр ғой, қарызды жабу үшін әрекет жасап жатыр. Оның артынан тіреп тұрған нәрсесі қарыз болып тұрған, қимылдатып тұрған. Мен де солай жасағанмын қарызда кезде. Бірақ адам фокусын қарызға қою арқылы, қарыз үшін жұмыс жасай беру арқылы өмірінде қарыздың қайталану ықтималдығы және қарызға кірудің ықтималдығы жоғары екендігін мен байқадым. Қалай? Мысалы, мен қарызда жүрген адамдарға сұрақ қоямын. Ертең қарызыңызды жапқаннан кейін, дәл сол қарыз кездегідей әрекет жасап, білім алып, дамып, Аллахқа барып, жаңағыдай сондай құлшылық жасап, дәл сол қарыз кездегідей әрекеттерді жасайтын ба едіңіз, сол кездегідей мотивация болатын ба еді деген кезде, көбісі іштей жоқ деп айтады. Өзіне күмәнмен қарайды. Мен жасайтын едім деген күннің өзінде көп жағдайда жасалынбайды ол әрекеттер. Осы бір нәрсені адамдар ақша табуға инструмент ретінде де қолданады ғой, мысалы. Барып машинаны кредитке алады, немесе инвестиция тарту мүмкін, немесе квартираны барып рассрочкаға алады да, жаңағыдай мен көбірек жұмыс жасауыма ары қарай мотивация болады деген секілді. Ол жерде бәлкім өз потенциалын біліп, өзі солай қимылдайтын біліп, дұрыс ниетте жасалынатын шығар. Ал жаңағыдай өмірдегі, то есть қаржылық қате әрекеттермен, қате шешімдермен қарызда жүрген адамдарға бұл көбірек пайдалы болады деп айтады енді қазіргі айтылатын ақпарат. Мысалы, яғни қарыз қайталана беретін адамдарға өте қатты пайдалы болады. Міне, адамның егер миы, мысалы мен қарызда кезде, менің фокусым мысалы қарызда тұрады. То есть қарыз үшін жұмыс жасап жатырмын. Егер адам таңнан кешке дейін қарыз үшін жұмыс жасап, қарызды ойлай беретін болатын болса, байқайтын болсақ, бізге қарыз төлейтін ғана ақша келеді ай сайын. Неге? Өйткені іштей ниетте біз сол ақшаны ғана сұрап, сол ақшаны ғана іштей запрос етіп тұрмыз. Мақсатың барлығы қарыз қайтару. Иә, фокустың бәрі қарызда тұр деген секілді. Негізі фокусты қарызға қойған кезде туындайтын проблемалар бар. Оны бөлек ашуға болады. Қазір мен түсіндіргім келеді. То есть, егер адам қазір міне білім алады, не үшін білім алып жатырсыз десең, қарыз жабу, то есть не үшін әрекет жасап жатырсың? Қарыз жабу үшін. Мысалы, қазір осы подкастты не үшін тыңдап білім алып дамып жатыр? Қарыз жабу үшін. Қазір оның артынан итеріп тұрған нәрсе не? Мотивациясы қарыз. Құдайға қай кезде көбірек құлшылық жасап, дұға тілеп, сүре оқып, бүйтіп барып жатыр, құлшылық жасап, қарыз жабу үшін, енді ода запрос қиындап тұрған нәрсе сол ғой. Одан кейін жаңағыдай тағы да әрекет жасап, қазір ақша тауып жатыр көп жағдайда қарыз үшін. Енді осы әрекеттерді жасап, адам қарызын жабады, Құдайдың құтты күні негізі әрекетін жасап жатыр ғой бүкіл жақтан. Сөйтіп Құдайдың құтты күні қарыз бітеді, бірақ қарыз біткен кезде мына әрекеттер автоматты тұрғыда азаяды, жасалынбай қалады көп жағдайда. Стимул болмай қалады қарызды жапқаннан кейін адамда. Сөйтеді да, ол кезде өзі байқамайды, бірақ бейсаналы тұрғыда миы сұрақ қояды өзіне. Біз мына әрекеттерді қай кезде жасадық деген кезде ми жауап береді. Иә, қарыз кезде деген жауапты береді да. Сөйтіп та ойламаған жерден немесе күтпеген жерден бейсаналы тұрғыда өміріне қайтадан қарыз тартылады. Қайтадан қарызда жүреді. Немесе бұны исламда тоже түсіндірген кезде біз Алланың алдына қай кезде көбірек барамыз, сол нәрсе қайталана береді. То есть Алла тағала өзіне жақындату үшін, өзіне шақыру үшін, сен қарыз кезде сол кезде көбірек баратын болатын болсаң, Алла тағала сол ситуацияны қайталап бере беруі мүмкін деген секілді. Себебі жақындатқысы келді. Иә. Мен көп жағдайда айтамын, мақсат үшін жұмыс жаса деп. Қарыз үшін емес, мақсат үшін. Ал енді мен қарызда жүрген адамдарға мақсат жаз десем, мақсаттың ішінде қайтадан қарыз жабу, қарыздан шығу деп жазып қояды да. Қарыз жабу деген мақсат бірінші орынға шығып кете береді еще. Келесі мақсаттар кейінге қалып кете береді. Мен бірінші қазір қарызымды жауып алайын дейді. Қарызда жүрген адамға барып конкретно ақша табатын, қазір оны байытатын, оның проблемасын шешетін бір ұсынысты айтатын болсаң, немесе бір мүмкіндікті беретін болсаң, қазір қоя тұрайықшы, лучше қарыз жабайық дейді, короче дейтін. Мен бірінші қазір қарыз жауып алайын да дейді көп жағдайда. Сөйтіп сол адамға 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін баратын болсақ, әлі қарыз жауып жүреді, то есть әлі қарыз қайталанып жатқан болады. Неге? Өйткені фокус қайтадан бұл жерде қарызда болып тұр, то есть қарызды бірінші жауып алайын деп тұр. Енді мен бұл жерде тағы да қарыз жаппа демеймін. То есть миды мақсатқа қимылдатқан кезде енді қалай болады, сол жақтың выгодасын көрейік. Мысалы, қазір біз әрекет жасасақ мақсатымыз үшін. Мақсат дегеніміз не? Мен айтып отырған материалды мақсаттар. Бір көзге көрінетін, қолға ұсталынатын, конкретно менің қазір жұмыс жасауға желание беретін, қазір мені жандыратын, миым сенетін, алдағы уақытта алғым келетін.
ешкіммен жарыспай, ешкіммен салыстырмай, просто мен не қалап тұрмын деген и хотя бы 2-3 айда жете алатындай бастапқы деңгейде сондай бір жан тұратын мақсаттар материалды тұрғыда көзге көрінетін, қолға ұсталынатын. Сөйтіп енді мен сол мақсатым үшін әрекет жасаймын, сол мақсатым үшін білім ала бастаймын, сол мақсатыма жетуім үшін жаңағыдай Құдайға барып соны дұға етіп тілеп бастаймын. Одан кейін жаңағыдай менің мотивациям артынан итеріп тұрған нәрсе қарыз емес, мақсатым болатын болса, және менің жасап жатқан ақша тауып жататын әрекеттерім, тауып жатқан ақшам көп жағдайда мақсатыма жету үшін болатын болса, ол жерде бір жағынан менде жұмыс жасауға бірінші выгодасы, то есть пайдасы желание болады, энергия болады. Ал қарыз үшін жұмыс жасай бергенде адамда жұмыс жасауға желание көп жағдайда түбі өшіп кете береді. Өйткені таңнан кешке дейін уақыт кетіреді, энергия кетіреді, ақша табады, ал тапқан ақшаның бәрін қарызға төлей беруден шаршайды адам. Өйткені кезінде ол ақшаға бір нәрсе алған шығар, қолданған шығар, бірақ ана процентмен төлеп жатқанда обратно энергия толықтыратын, ресурс алатын, көзге көрінетін, қолға ұсталынатын ештеңе алмай тұр, табысының берекесі жоқ, уже төлей беруден шаршап бастайды. Смысл жоқ. Смысл жоғала бастайды. Ал мақсат болған кезде адамда бар, не үшін жұмыс жасап, не үшін ақша тауып, не үшін қимылдау керегін уже ми түсінеді. Ал енді қызығын айтайық. Біз қазір осы әрекеттерді мақсатымыз үшін жасап, түбі мақсатымызға жетеміз. Ол мақсатқа жету жолында қарыздарды ай сайын жеңіл оңай төлеп отырсақ та болады. Төлеме деген әңгіме емес, төлеп отыру керек. Бірақ мына бетте мақсатымыз үшін жұмыс жасағанда бізде табыстың өсу ықтималдылығы жоғары, өйткені жұмыс жасауға желание көбейеді, энергия көбейеді. Сол мақсатқа жету үшін енді мен қарызды жапқаннан бөлек тоже мына мақсатқа жету үшін ақша табуым керекпін ғой деп уже табысы өсе бастайды. И осы әрекеттерді жасап адам мақсатына жетеді, бірақ мақсатқа жеткеннен кейін мына әрекеттер ол кезде азая ма? Тоже азаяды. И бірақ ол кезде ми былай сұрақ қояды. Біз мына әрекеттерді қай кезде жасадық дегенде ми айтады, мақсатымыз кезде деген жауап келеді. Онда тағы да мақсат қояйық дейді. Адамның миы мақсаттарға жетуге дағдыланады. Уже өзгертеді. Қарызды қайталауға емес. То есть мақсаттарға жетуге дағдыланады. Бірақ мен бұл жерде ең күшті айтқым келетін ақпарат, вообще жаңағыдай кім осы өмірдегі материалды мақсаттарының Алла тағаланың жеңіл көркем түрде тоже орындап бергенін қалайды, немесе осы өмірдегі материалды байлық, дүниенің байлығы аяғының астына келіп жығылғанын қалайды, онда мен айтатын едім, мақсаттың ішінде, оны жазбаса да, бірақ миында осознанно, жүрекпен, бір сеніммен білім алып, басты мақсатты ақырет етіп қою керек. Неге? Өйткені бұл дүние уақытша. Біз егер мына дүниедегі сол қарыз үшін, үй материалды мақсаттар үшін ғана байланып қалатын болсақ, біз қайда бара жатқандығымызды ұмытып кетіп қалып тұрмыз ғой. Бірақ бұл дүниенің уақытша екендігін ескеріп, мәңгілік өмір ана жақта екендігін еске алып, және біздің миымызда басты мақсатымыз ақырет болатын болса, онда сенің миың ақыретке байланатын болса мақсатың, онда өлген кейін біз әрекет жасай бастаймыз, өлген кейін білім алып бастаймыз, өлген кейін құлшылық жасайсың, өлген кейін мотивацияң болады, өлген кейін сен ақша таба аласың деген сияқты. То есть бәрін түсінесің, мән мағынасы болады жасалынып жатқан әрекеттердің. Алла тағала айтады, егер ақыретті мақсат етіп қоятын болсаң, дүниені аяғыңның астына жіберемін деп. Сондықтан басты мақсат ақырет, және дүниелік тоже мақсаттар үшін біз миымызды қимылдату керек. То есть қарыз үшін емес. Значит, қарызға фокусты қою емес, табысты өсіруге және мақсаттарға миды дағдыландыру керек деп айтатын едім, қарыз қайталанбау үшін. Ал Ерлан мырза, бүгін қарызға қайта кіре берудің 5 себебін айттық қой. Енді подкасттың басында айттыңыз өзіңіз 25 түрлі варианты бар деген секілді ше. Олар қандай, мысалы, бұл жерде енді нақты себеп айтып, жанында біз шешімін айтып жатырмық қой. Шынымен қандай істесе болады, не істесе болады. Енді адамдар толығырақ, мысалы, осы қарыз бойынша өмірінде қайталанбасын, қарыздан мәңгіге құтылып, дұрыс өмір бастап, табысымды көтеріп, бір әрекет етсем деген адамдарға, мысалы, қандай ұсынысыңыз бар? Енді өзіңіз айттыңыз ғой, жаңағыдай TikTokта біраз адамға не қылдық, қаншама адамға сабақ бердік деген секілді. Қандай бір сізден бір оқу алуға болады деген секілді сұрақ. Біз қазір енді қарызға кірудің 5 себебін айттық. Енді қалған 20 себебімен жұмыс жасау үшін мен күшті методикаларды жасап, дайын сабақ түсіріп қойғам адамдарға. Мен осы уақытқа дейін уже TikTokта стримда отырып, бұл қарызға кірудің себептерінен бөлек, өзім қалай қарыздан шықтым, мен қазір қарызсыз өмір сүруіме не әсер етті, айына 10 миллиондап мен ақша табуыма, кәдімгідей қазіргі таңда уже инвесторлық деңгейге дейін өсуіме не әсер етті, мен барлығын жинақтап өзімнің тәжірибемдегі сабақты бір 10 сабақ түсіріп қойғам. Мен осы уақытқа дейін тоже эфирлерде жүріп адамдарға бердім қолжетімді бағада. И алған адамдар уже 10-ақ сабақ әрқайсы 20-30 минуттан сол Балиде жүрген кезде түсірдім. Балиға барудағы сол алдыңғы жылды бастапқы ниетім осы сабақты түсіру болды.
сөйтіп адамның миын ашытпай конкретно маған не көмектесті, 10 сабақ қылып түсірейін, әрқайсысын 20-30 минуттық нақты жоспар, яғни қарызда тұрған этаптан инвестор болып, то есть ақша жинайтын этапқа дейін, қарсыз өмір сүретін этапқа дейін алып баратын не көмектесті деп мен бір ай бойы программасын құрып 10 сабақ жасадым, презентациясын жасап, күні бойы, бір ай бойы Балиде жүріп сол сабақты түсірген болатынмын. Уже осы уақытқа дейін мен 5 мыңнан астам адамға бұл сабақты беріппін. Олардың ішінде бірінші сабақты ғана қарап, өзімнің қателіктерімді түсіндім деп, жұмыста отырып, айлықта жұмыс жасайтын кісілер тоже алып жатып, жұмыста отырып, өксік болып жылап жатырмын, өзімнің қателігімді түсініп жатырмын деген адамдар бар. То есть алған адамдар айтады, қатты жүрекке жеткізіп айтады екенсіз деген секілді. То есть мен тоже қарызға шығуға байланысты сабақтарды алып көрдім дейтін адамдар болады. Мен де өзім өте көп оқыдым. Сіздегі артықшылық андай пайдалы болу деген ниетіңіз көрініп тұр, мына сабақты бүкіл қазақ оқу керек қой деп айтып жатады енді алған адамдар. То есть студенттен бастап пенсионерге дейін, то есть бүкіл сферадағы, бүкіл жастағы аудиторияға арналған сабақ болып тұр. Мен енді сондай жаңағыдай миссиям үшін жүрегіне жетсе екен деп тілеп жүріп түсірген сабақ болды ғой, енді сол ниетіме жеттім деп айта алатын едім. Өйткені сол сабақты алып 3 миллиондап, 6 миллиондап, 10 миллиондап, 12 миллиондап қарызын жапқан кісілер бар. Мысалы Ажар жеке жазда ма? Иә, Ажар есімді ханым болды. Бір айда 3 миллион қарызын жауып Турцияға кетіп бара жатырмын дейді бір уақытта. Азиза есімді ханым болды. Бәрін көрмедім, 2 сабағыңызды қарадым ау дейді бастапқыдағы. 2 айда 10 миллион қарызымды жаптым дейді. То есть Марал есімді ханым болды, жаңағыдай саудамен айналысып жүрмей, қарызды қарызбен жауып, займдар алып өте алмай жүргем дейді. Мен TikTokта осылай эфирларымда осындай ақпараттарды бөліскен кезде бірінші жаңа Марал ханымның сестрасы көрген екен. Әпкесі, қателеспесем Марал болатын болса, сестрасы Лаура. Лаура есімді әпкем сізді көрген екен дейді. То есть менің бір рет эфиріме қатысып көргендер, сабағыма қатысып көргендер, қарызда жүрген бүкіл таныстарына ұсынып жүреді вообще дейтін. Нан тыңдаңдар деп. Сабақтың ішінде қандай тақырыптар бар ол жақта? Қызықтырып жүрсіңіз кәдімгі? Иә. Жаңа сестрасының ұсынумен келген Марал ханым 5 баласы бар. 5 баламен арпалысып жүріп 6 миллион қарызымды жаптым дейді. То есть яғни жұмысы бар ма, жоқ па, айлыққа жұмыс жасай ма, жасамай ма, кәсіпкер ма, эксперт па, кез келген адам уже оқу керек, мен сабақты ұсынуым керек бүкіл халыққа деген менде қазір шықты. Әрине енді мен ол 10 сабақты бүйтіп дайындап, түсіріп бергенім үшін маған ешкім айлық төлемейді, ақша төлемейді. Хотя бы еңбек ақымды алу деген ниетте, және тоже тегіннің қадірі болмайды. Сондықтан да көп адамға пайдалы үшін мен қолжетімді баға қойдым. 10 сабақ ішінде жаңағыдай қарыздан құтылудың стратегиясы, дәл қазіргі тауып жатырған табысын 3 есе көбейтеді, немесе тапқысы келетін ақшаға дайын жоспарды қалай құру керек. То есть қарапайым тілде неден кейін не жасау керек, без воды нақты айтылған сабақтар. Екінші сабақта жаңа қарызға кірудің 25 себебін анықтайтын менің авторлық методикам, ол жерде тест, бұл еш жерде жоқ. Одан кейін жаңағыдай менің мақсаттарыма енді қалай жеттім, фокусты қалай қарыздан алып біз жандыратын мақсат, қалай дұрыс жандыратын мақсаттар қоямыз қарызда кезде, вот именно мен шетелге шығуыма, сол мақсаттарыма қазір жетуге не әсер етті, сол мақсат қою методикасын беремін. Одан кейін қазіргі таңда тоже долларовый миллионер болған кісілерден мен тоже өте көп мышленияларды қалыптастырдым. Қандай әрекеттер жасау керек, қалай дұрыс шешімдерді қабылдау керек дегеннің нәтижесінде мен табысым жақсы өсті. Яғни сол мышлениеға қатысты және психологияға қатысты сабақтарды беремін. Яғни мен тек жаңағыдай бір жоспарды емес, қаржылық сауаттылық бойынша да, психология бойынша да, мышление бойынша да нақты қандай әрекеттерді жасау керек, және барлығын рухани аламен байланыстырып түсіндіремін. Яғни комбо барлығын параллельно комбинация болып жұмыс жасаған кезде результат алмау мүмкін емес көп жағдайда. То есть ақша керек болса, осы 10 сабақты ашып қарай берсе болады. Қарыздан құтылу керек болатын болса, осы сабақты ашып қарай береді. Срочно ақша керек болса, қарыздан шығу керек болса, қарыз қайталана берсе, ашып қарай береді деген секілді ғой. Даже бұл сабақтан кейін мен ойлаймын, адамдар қарыздан шығу бойынша курс алмайды деп. Ал достар, бізде Ерлан мырзаның осы қарыздан шығу бойынша, қайтадан қарызға кірмеу бойынша сабақтарын алғыларыңыз келсе, білім алғыларыңыз келсе, бізде төменде описание мен комментарийда сілтеме бар. Соған басып өтіңіздер, ары қарай менеджерға жазсаңыздар, сізге толық ақпарат беріп, ары қарай төлем сіз жасаған соң, ары қарай досып ашып беретін болады. Бағасы қанша бұның? Бағасы символический баға 20 мың. 20 мың теңге. Күшті, біздің оқырмандарға мен ойлаймын бұл керемет мүмкіндік. 20 мың теңге қазір қайда кетпей жатыр. Бір көрімдік бергенше, осы білімді алып, лучше оны біраз уақыт қолданған жөн деп ойлаймын. И бұл қанша уақытқа береді дос? Доступ қазіргі таңда мәңгілік. Полный? Иә. На всю жизнь? Иә. Күшті. Өйткені кез келген уақытта ашып қарай беретіндей. Мен осы жерде енді бір нәрсе айта салайын. Шыны керек, мен бұл сабақты жасап шығарған кезде 20 мыңға беруге өте қатты қызғандым.
Өйткені мен 3 жыл өмірімде қарыз қайталанады, ол қарыздан шығу үшін миллиондап төлеймін, 100 миллион қарызға барған адамның опытын аламын, доллар миллионерден барып сабақ аламын, миллиондап ақша төлеп үйренемін да, ең өзіме көмектескен сабақты бүйтіп жүйелеп, андай ештеңені жасырмай, и то 20 мың теңгелік сабақтан кейін ананы ал, мынаны ал деген жоқ та. Бүкіл решениені сол сабаққа салып тұрмын да, и бүйтіп қарасам, и тоже адамдардың қазіргі результаттарына қарасам, миллионға сататын сабақ қой деген секілді. И тоже енді миллионға қарызда жүрген адамдар ала алмайды, хотя мен окей 200 мыңға сатаймын деймін. То есть енді ол миллиондаған қарызын жабу үшін, дәл қазіргі табысын өсіру үшін 200 мың бір рет төлеу стоит қой деп 200 мыңға сатқым келеді. Бірақ тоже төлей алмайды. Енді өз қарыздан шығу бойынша сабақ болғаннан кейін менде рет жоқ, рассрочка жоқ, и мен ондайға сатқым келмейді. И тоже мақұл. Құдай сауаптан жазсын, миссияма жету, көп адамға пайдалы болу деген ниетте 20 мыңға түсірем, 20 мыңға сатып басаймын, адамдар результат келген сайын қызған қала беремін, то есть бергім келмейді, сатқым келмейді 20 мыңға ше. Сөйтіп енді үйреніп келе жатырмын, то есть үйрендім де қазір. Все, мен айтамын, тоже беру заңдылығын көбірек қойып отырсың. Иә, бәлкім солай қолжетімді бағада бүкіл решениені беріп тұрғаннан кейін де жаңағыдай қазіргі таңда мен кәсібімде жасап жатқан жұмыстарымда жақсы результаттар, береке, молшылықтан мен айта алмаймын енді шыны керек. Осы жерде мен айтқым келеді, бұл сабақты мысалы адамдар егер 20 мың алатын болса, төлеген ақшаның көп бөлігі, даже қазіргі таңда бұл сабақты алып жатырғандағы суманың 100% басқа қарыздан шығу бойынша жобаларды жасауға кетіп жатыр. Сіз айтқан IT приложение. Иә, IT приложение жасауға. Біз Ерлан мырзамен бұйырса алдағы уақытта бір 5 подкаст жоспарланып отыр. Ол жерде біз бұйырса қандай тақырыптарға тоқталғымыз келеді. Бүгін бірінші подкаст біз енді қарыз неге қайталана береді деген сияқты. Алдағы подкасттарда бізде қандай тақырыптарды қозғаймыз? Алдағы уақытта қарыздан шығуға дайын жоспар берейін, формулалар берейін. Нақты не істеу керек? Иә, нақты не істеу керек, бүкіл адамға арналған. Өйткені мен білімді бөліскен кезде жаңағыдай ақша қайдан келеді, қалай келеді, біз қалай жасау керекпіз деп айтып жатады да. Мендегі беріліп жатырған информацияларды қолданған кезде адам өзінің жасына сәйкес, өзінің ситуациясына сәйкес ақша келетін мүмкіндіктерді көре бастайды. Өзі жасай алатын. Оған алдағы уақытта түсіндіріп өтем қалай екендігі туралы. Формула берейін қарыздан шығуға. Одан кейін ақша тартатын энергия деп қояйық тақырыпты. Ақша тартатын энергияны қалай қалыптастырамыз? Денежный энергия. Магнит деген сияқты ма? Денежный магнит. Мистический исле деген. Иә. То есть қарызда жүрген адамдардың халін бірінші реттеп алу не үшін маңызды? Состояние. Иә, состояние тақырыбында. Өйткені қарыздың қысымынан шаршаған адамдар болуы мүмкін, иә. То есть қарызды ойлай беріп уже депрессияға, выгорать кете беретін адамдар болуы мүмкін. Қарыз кездегі халді жеңілдетуді түсіндіріп өтем. Одан кейінгісі кез келген адамды байытатын мышление туралы тоже айтайық. Мышлениенің маңыздылығы. Иә, өйткені осы уақытқа дейін адамның егер миымен қабылданып келе жатырған шешімдер оны әлі қарызға кіргізіп жатқан болса, қарыз қайталана беретін болса, әлі қабылдап келе жатқан шешімдер өзінің қалаған ақшасын тапқызбай тұрса, значит, мына жақпен қабылданатын шешімдер қате болуы мүмкін. Сондықтан дұрыс шешімдерді қабылдауды именно мышление тақырыбын қозғайық. Одан кейін мен бөліскім келеді. Енді көп адам тез нәтижені қалайды ғой. Сондықтан мен өзім қарыздан шығуым үшін қазіргі таңда енді ақшаларды табуым үшін не көмектесті, қандай амалдарды қолдандым, рухани амалдарды бөлісейік. Күшті. Ал достар, алдағы уақытта Ерлан мырзамен алдағы подкасттарда осы тақырыптар қозғалады. Егер де жаңа қарыздан шығу бойынша сабақты алғыларыңыз келсе, төменде сілтеме бар, соған өтіп менеджерға жазыңыз. Ары қарай 20 мың теңге алып, дос алып, мәңгілікке алып, соны алып қолданып білім алсаңыздар болады. Сіздермен болған Риф Ерлан және Ерсін Сұлтан. Қош, сау болыңыздар.